Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, сіздермен Сәлімбай Гүлнұр, және бүгін бізде қонақта көптен күткен дәрігеріміз, нутрициолог маман Олжалғас ханым, қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік, Гүлнұр ханым. Өзіңіз туралы айтып өтсеңіз. Мен дәрігер Сманова Олжалғас Тұрымбайқызы. Дәл қазіргі уақытта Инстаграмда мені көбісі Олжалғас Тұрымбайқызы емес, доктор Сманова деп танып келеді. Мен дәл қазіргі уақытта 18 жылдан астам медицина табалдырығын аттаған уақыттан бастап осындай тәжірибедемін. Бірнеше мамандығым бар басымда: невропатолог, ВОП, терапевт деген сияқты, және де нутрициология, дәрігер, анти-эйдж эксперт саласында, және де паразитолог ретінде де қазір халыққа танымалмын. Былай айтқан кезде осы салаларым бойынша өте активті түрде жұмыс жасап келемін. Көргеніме өте қуаныштымын. Мен де, Гүлнұр ханым, рахмет. Жалпы сіз емдеуді неден бастайсыз? Гүлнұр ханым, бұл жерде әрбір дәрігердің өзінің емдеу техникалары болады. Сол сияқты менде де бар. Бұл жерде мен бірінші кезекте емдеу мәселесін мен дұрыс тамақтанудан бастаймын. Адамның дұрыс өмір сүру салтынан бастаймын. Ол кісі қалай ұйықтайды? Мен алдыма пациент келетін болса, қалай ұйықтайсыз? Егер дұрыс ұйықтамайтын болса, мен ұйқысынан бірінші кезекте көңіл аударамын. Дұрыс ұйықтауға бағыт-бағдар беремін, және де ол кісінің қалай тамақ жейді, қалай ас қасықты аузына салады, қалай шайнайды, ол кісі қандай көңіл күйде жеуіне дейін сол дәрежеге дейін өте маңызды. Және де ол қандай ас жеп жатыр ол кісі. Бұл да өте маңызды. Сол себепті мен жалпы бала болсын, ересек адам болсын, барлығын өмір сүру салтынан бастап дұрыс тамақтануға дейін әдемілеп тұрып, түсіндіріп, сөйтіп отырып мен емдеймін. Бұл дәрі-дәрмексіз, ал дәрі-дәрмекпен уже бұл кезде пациенттің жалпы денсаулық көрсеткішіне байланысты емдік нәтижелер жүргізіле береді. Жалпы мен ойладым, нутрициолог маман деген дұрыс тамақтануды үйретеді деп, ал сіздің емдеу әдісіңіз қадам-қадаммен комплексті емдеу, бақылаудан бастаймын дейсіз. Дұрысында қалай ұйықтау керек негізі? Негізінде адам ағзасы үшін ұйқы процесі өте маңызды. Себебі біз ұйықтау кезінде біз өте жоғары деңгейде ағзамызда токсиндер шығару процесі болады. Мысалы үшін түнгі уақытта бізде кешкі сағат 9 бен түнгі 2-3 аралығында бізде мелатонин деген гормоны бөлінеді. Бұл мелатонин гормоны біздің ағзамыздың толыққанды тіктелуіне, ағзамызда токсиндердің уақытылы шығарылуына, және де біздің ағзамыздың жасаруына, біздің күш-қуат жинауымызға, мысалы үшін шаршап тұрған клетканың қайтадан қалпына келуіне, немесе уже шаршап қажыған клеткаларды қайтадан жаңартып отырып, жаңа клетка туындауына септігін тигізетін бұл гормон бізде бұл мелатонин гормоны. Және де біздің ағзамызда ең маңызды атаған бөлінетін гормондардың бірі бұл жерде өсу гормоны түнде бөлінеді. Бұл гормондардың барлық ұйқы кезінде біздің ішегімізде, және де гипофизарлық зонада, яғни біздің миымызда, сол жерде өндіріліп отырады. Ең маңыздысы біздің ішегімізде өндірілгендігі. Егер біз дұрыс ұйықтамайтын болсақ, бұл гормондар қажетті мөлшерде, қажетті сапада өндірілмейді. Сөйтіп біз не істейміз? Біз жаймен уақыт өте келе қажып отырып, ағзамызда жалпы денсаулығымыздың құртылып жатқандығын біз білместен отырып, не істейміз? Түрлі аурулармен ауыра береміз. Жай ғана қараңыз, әлсіздік, шаршағыштық, бастың ауруы, жай ғана элементарны да қарапайым ертесіне біз қысқа есте сақтау қабілетімізді жоғалтып, немесе төмендеп кетуі, оқу қабілетіміз, немесе жалпы қабылдау қабілетіміз, сөйлеу қабілетіміз күрт төмендеп кетуі мүмкін. Бұлардың барлығы біздің ұйқы сапамызбен тікелей байланысты. Егер бұл ұйқы бұзылатын болса, біздің күнделікті когнитивті әрекеттеріміз толыққанды бұзылуына алып келуі мүмкін. Бұның барлығы этаппен, жаймен келетін нәрсе. Бір күнде бұзылып кетпейді бірақ. Сонда дұрысында сағат қаншада ұйқыға жатып, қаншада тұрған дұрыс? Енді қараңыз, мүмкіндігінше енді біздің Қазақстанның сағаты бойынша максимально сағат 11-ге дейін жүру керекпіз, бірақ 11-де төсегімізде жату керекпіз. Жатқанда да телефон көріп, телевизор көріп, немесе басқа да қасыңда жолдасыңмен немесе балаларың әңгімелесіп жату емес.
түнгі 11-де кәдімгідей төсегіңде жатып ұйықтап қалу керексің. Онда да қалай ұйықтау керек? Бұлардың барлығы кәдімгідей үлкен білім болып табылады. Егер сіз сапалы ұйықтайтын болсаңыз, мысалы үшін түнгі жатын бөлмеңізде сіз ұйықтап жатырсыз, бірақ егер сізде жарық свет жанып тұратын болса, ол кезде не істейді? Бізде мелатонин гормонының, денемізге жарық түсе, немесе көзімізге жарық түсе, мелатонин гормонының өндірілуі нашарлай береді. Сол себепті бізге бөлмемізде ешқандай жарық болмау керек. Ал егер үйде кішкентай бөпелеріміз болатын болса, нәрестеміз болатын болса, ол кезде арнайы жарықтарсыз болмайды. Себебі кішкентай бала қорқып қалады. Бұндай кезде жылы жарықтарды қолдануға кеңес беремін. Мысалы үшін сары түсті немесе қызыл түсті. Сондай жарықтарды қолданса болады, былай айтқан кезде. Ол енді адамның ұйқысының сапасында қатты зиян тигізбейді. Сәлде болсын сапалы ұйқы алуымызға көмектеседі. Сөйтіп отырып 11-де ұйықтағаннан кейін біз не істейміз? Мүмкіндігінше түнгі 2-3-ке дейін терең ұйқыда болу керекпіз. Яғни бізде қараңызда, Гүлнұр ханым, түнгі ұйықтаған кезімізде, терең ұйқы кезімізде біздің көзіміз қимылдайды. Көз қимылдаған кезде біз ақпараттарды не істейміз? Күні бойы алған ақпаратты біз қорытамыз. Яғни ми не істейді? Барлығын бөлшек етіп өз орнына жібереді. Яғни мида да бұл кезде детокс процесі болады. Бұл процесс әр адамда болу керек. Сонда ертең күні біз өте сапалы күнді атқара аламыз. Ертең күнге дайын боламыз. Сөйтіп отыр, сапалы ұйқыны біз терең ұйқы кезінде аламыз. Одан кейін бізде уже кәдімгідей қысқа ұйқылар кете береді. Енді таңғы неште тұрамыз деген сұрақ туындайды. Бұл кезде әр адам несіне байланысты, өмір сүру салтына байланысты, жұмысына байланысты, соған байланысты таңғы 6-да тұрады ма, 7-де тұрады ма? Ең бастысы, біз ересек адамдар ең кемі 5 сағат ұйықтау керекпіз. Идеалды нұсқада 8 сағат ұйықтау керекпіз. Ал кішкентай балалар жас ерекшелігіне байланысты 9, 10, 11 қанша бала кішкентай болса, сонша көп ұйықтау керек. Егер подросток болатын болса, 8, 9, кәдімгідей 10 сағат, 11 сағат ұйықтау керек. Себебі оларда көп ақпарат бар, оны бала қорытып үлгеру керек. Қанша бала жас, сонша көбірек ұйықтау керек. Сол себепті бұл жерде баланың өзінің жас ерекшелігіне байланысты ұйықтау өте маңызды. Себебі енді өсіп келе жатқан бала, олардың ағзасында өсу гормоны өте актив түрде бөліну керек. Сол себепті балаға ұйқы өте маңызды. Сау, салауатты өмір сүріп және де даму үшін баланың. Қазір мынандай бір түсініктер бар ғой, мен үкімін, болмын, түнгі сағат 2-3-те ғана ұйқым келеді деген сияқты. Ол негізі бар ма сондай нәрсе медицина ғылымында, әлде адамдар өздері ойдан шығарып алғанда? Так, енді Гүлнұр ханым, көбіне мен үкімін деп жатады, иә. Бұндай адамдар көбіне бүйрек безінің шашағыштық синдромы кезінде болатын клиникалық көрініс. Бүгін ғана мен бір пациентіммен сөйлестім, сізге келердің алдын. Сол жерде айтып жатыр, ол кісінде дәл осындай шағым. Доктор, мен күндіз әлсіреп, шаршап, кешке дейін зорға жетемін, бірақ кешке қарай көзім жайнап шыға келем дейді. Кешке тамақта жасаймын, уборкада жасаймын, барлығын жасаймын дейді. Бірақ күндіз мен ештеңе жасағым келмейді дейді. Мінекей бұндай адамдарды үкі дейді. Неге, не үшін? Себебі бұндай адамдарда қараңыз, күнімен негізі адамда бүйрек безі кортизол деген гормонды бөледі. Бұл кортизол гормоны біздің ағзамыздың белгілі бір дәрежеде дұрыс жұмыс жасауына септігін тигізеді. Егер ол көп мөлшерде бөлінетін болса, біздің бүйрек безіміз не істейді? Шаршап қалады. Содан бүйрек безінің шаршағыштық синдромы пайда болады. Бұл біз өкінішке қарай көптеген қыз келіншектерде бар. Себебі ұйқысы дұрыс емес. Кішкене тоқталып өтем ол жайында. Және де бұл жерде қараңызда, ұйқысы дұрыс болмағандықтан, және де өйстіп отырып біз не істейміз? Стресстік жағдай ар жақтан бізге соққы келеді, психоэмоционалдық жағынан соққы келеді, және де жұмыстан немесе үйде дұрыс тамақтанбаймыз, ағзамызда үнемі бөлінетін уытты заттардың барлығы біздің ағзамызды қажытады. Бұл біздің ағзамызда кортизол гормонының үнемі жоғарылап отырып, бүйрек безін қатты шаршатып қояды. Бұл жүрекке адам үкіге айналып қалады, өзі білмейді оны. Содан кейін оны маған лучше жиі жағдайда кешке қарай жұмыс жасаған ұнайды деп шығатын сөз осыдан кейін келіп шығады. Бұл негізі дұрыс емес. Бұл кәдімгідей біздің ағзамыздың дабыл қағып атқандығын негізгі көрінісі. Барынша кімде бұндай жағдай болып жататын болса, достар, міндетті түрде өзіңіздің емдеуші дәрігеріңізге қарай жүгініңіз. Бірде-бір минутыңызды құр өткізбеңіздер. Себебі бұл кәдімгідей үлкен аурудың бастамасы.
өте үлкен аурудың бастамасы. Жаймен сіз қараңыз да, осылай шаршағыштықпен жүре бересіз. Ақша жоқ, ақша жоқ, ақша жоқ. Ең соңғы орынға қойып қоямыз бізде қыз келіншектер. Әйел кісілермен көбірек жұмыс жасағандықтан мен көп тыңдайтыным осы. Халықпен мен өте тығыз байланыстамын, себебі мен өзімнің аудиториямды зерттеген кезде мен естимін осы ең ауқымды, ең ауру тақырыпта халықтың арасында қыз келіншектер ақша жоқ, ұйқым дұрыс емес, ақша жетпейді. Неғып сен өзің соңғы орын қоясың десем, ақша жоқ дейді, бала шағам жесін, ішсін дейді. Қараңыз, бұл ана ретінде, жар ретінде сол кезде бір дұрыс шешім сияқты көрінеді. Негізінен бұл жерде біздің өзіміздің денсаулығымыздың есебінен біз не істеп жатамыз? Төлеп жатамыз. Және дегендей шаршағыштық, бүйрексіз бездің шаршағыш синдромы және де кортизол гормоны оған қарамайды ғой. Сен қараңыз, сен жұмысың көп, балаларың бар, сен пока өйстіп жұмыс жасай тұр, мен кішкене саған көмектесе тұрам деп организм олай не қылмайды. Бізге қалай бар солай бар қорыңды жұмсап отыра береді. Егер бізде бұл кезде бар ағзамызда қорымызда, мысалы үшін бізде осы бүйрексіз шаршағыштық синдромынан ары қарай көптеген аурулар, дефициттік жағдайлар, өте терең тапшылықта дефициттік жағдайлар бізде кете береді. Мысалы үшін бізде остеопороз, шаштың ағарып кету, шаштың түсуі сынды көптеген көріністер. Себебі ол не себепті болады? Біздің ағзамызда біздің өмір сүруіміз үшін, яғни выживать етуіміз үшін біздің ағзамыз не істейді? Бізге жағдай жасап беру керек. Барады, шаштан алады, сүйегіңнен алады. Сөйтеді саған соны питание қылып береді, яғни саған азық қылып береді. Қазір сол сенің бүгінгі күніңді аман есен алып шығуың үшін, сен қазіргі уақытта сәлде болсын жұмысын жасауың үшін біздің ағзамыздан минусқа кете береді. Яғни шашымыздан, сүйегімізден нағыз бізде байлығымыз, бізде нағыз қорымыз осы жақтарда жатыр. Сол жақтан алып отырып біздің ағзамызға зиян келтірген түрде, яғни өзіміз минусқа кіріп отырып, өзіміздің жалпы күнделікті өмірімізді сүре береді екенбіз. Ал бұлай көптеген қыз келіншектер ұзаққа бармайды, өкінішке орай. Көп өтпей өте ауыр диагноздарды естіп жатады. Бұл қалай деп сол кезде біз өте бір өмірге түңілген күйде көрінуіміз мүмкін. Негізінен барлық ауруды өзіміз екі қолымызбен жасап алады екенбіз. Енді бұл жерде қараңыз, бүйрексіз бездің шаршағыштық синдромы негізінен кәдімгі үкі деп жатырсыз ғой. Бұл кәдімгідей өте ауқымды. Өте ауқымды. Қазір кез келген адамда кездесіп жатқан үлкен мәселе. Әсіресе бұндай диагнозы бар адамдар, бұндай синдроммен жүріп жатқан адамдарға мен кеңесім түнгі ұйқысын реттеу керек. Ағзасындағы жылдам түрде қалқанша безінің жұмысын жақсарту керек. Қалқанша безінің жұмысы жақсару үшін бұл жерде өттің жұмысы жақсару керек. Яғни біздің ағзамыз бірін-бірімен биологиялық жүйе болып табылғандықтан, яғни бізде бірінші кезекте не істейміз? Дұрыс ұйқы, дұрыс тамақтану сынды, яғни этап-этаппен жүріп отырып, одан кейін ағзамыздағы міндетті түрде осы қорларды толтыру керекпіз. Бүйрексіз безіне қараңызда, Гүлнұр ханым, бізде ауа да қажет, біз ауасыз өмір сүре алмаймыз ғой. Біздің ағзамызда именно бүйрексіз безіміз витамин С-сыз, дәрумен С-сыз өмір сүре алмайды. Яғни оған кәдімгідей ауадай қажет, күнделікті. Біз егер бүйрексіз безімізге күнделікті витамин С-ны беріп отыратын болсақ, кішкене болсын ағзамызда бүйрексіз безіміз сақтап қаламыз. Мен өзім практикамда өте көп байқағанмын, бүйрексіз безінің атрофияланып кеткендігі, соғылып кеткендігі. Кішкентай ғана, өте кішкентай көлемде қалғандығы, немесе мүлдем басқа үлкен жастағы кісілерде мүлдем көрінбейтіндігіне. Не себепті ол атрофияланып, не көлем кішірейіп кетеді? Себебі ол шаршаған. Ол кортизол гормон бөлу керек қой. Ол өзінің қызметін жоя бастады ма? Кортизол гормон кім бөледі? Келеді да біздің мына екі аналық безімізге. Басқада бұл жерде немізге, бездерімізге, гормон бөлетін бездерімізге өте, яғни эндокринологиялық жүйемізге өте ауыр соққы болып келеді екен. Сол себепті әрбір адам, достар, бүйрексіз бездеріңізді сақтаңыздар. Бұл өте маңызды. Витамин С біздің бүйрексіз безімізге жедел жәрдем ретінде өте жақсы көмектеседі. Әлбетте одан басқа да дәрумендер өте маңызды, бірақ
витамин С-ның орны бүйрек үсті безі үшін өте маңызды. Бірақ оны мына жерде доктор Сманова айтты екен деп оқырмандарыңыз үйде алып өздерін емдеп жүрмесін. Бұл өте маңызды, себебі әрбір нутриент, әрбір дәрумен, әрбір препарат барлығы біздің ағзамызға түскеннен кейін олар біздің ағзамызға диктовать етеді. Яғни әрбір сөз, әрбір ой, әрбір препарат, витамин, нутриент болсын, біздің ағзамызда фильтрленеді, бауырымызда. Бауыр өте қымбат, сол себепті абайлап отырып ем алу керекпіз. Сонда С витаминін қабылдардың алдында бірінші анализ тапсыру керек, солай ма? Әрине, мүмкіндігінше анализ дәрігердің қадағалауымен, дәрігердің бақылауымен және дәрігердің нұсқауымен ішу керек. Көрсеткіштер болу керек, былай айтқан кезде. Қараңыз, кейбір адамдар 4 сағатта ұйқысы қанып қалады, ал кейбір адамдар 8 сағат ұйықтаса да шаршаңқы болады. Оның себебі неде сонда? 4 сағат ұйықтаған адамдарда, егер ол кісі, қараңыз, терең ұйқыда болған болатын болса, егер ол кісінің ағзасы терең түрдегі дефициттік жағдайда болмайтын болса, яғни ямочкалар болмайтын болса ағзасында, дефициттік жағдай, ондай адамдардың ұйқысы қанатын болса, бұл жақсы. Бұл жерде түнгі сағат 11 мен 2-3-дің арасында ұйықтап қалса, ұйқысы қанатын болса, ол адам жүре береді. Ол кісі қайта бинго ұтты. Ал егер қанша сағат, қараңызда, бізде түнгі терең ұйқыны алмастан бар ғой, түнгі 12-де, 1-де, 2-де ұйықтаған адамдар қанша, қараңыз, 8-12 сағат ұйықтаса, 8 сағат емес 12 сағат ұйықтаса да, бұл жерде ұйқысы қанбайды. Не себепті? Себебі ана жерде түнгі 11 мен түнгі 2 мен 3-дің аралығында терең ұйқыны алып үлгерген жоқ. Себебі ол жерде мелатонинді алып үлгерген жоқ. Сол себепті ол кісілер үнемі шаршаңқы, әлсіз, агрессивті, есте сақтау қабілетінің төмендеуі сынды әртүрлі показаниямен, яғни ағзасында көріністерін көрінеді. Менің бұндай кезде кеңесім міндетті түрде түнгі сағат 11 мен мүмкіндік болатын болса, егер 11-де жата алмайтын болса, 12-де ұйықтап қалу керек, кемі. 2-ның арасында терең ұйқыны алып үлгеретін болса, алла қаласа, онда ол кісінің ұйқысы сәл де болсын сапалырақ болады. Мүмкіндік бар, былай айтқан кезде. Жалпы дұрыс тамақтанудың негізгі принциптері қандай? Гүлнұр ханым, дұрыс тамақтану бұл әрбір адам үшін бірінші орында тұру керек. Біз адам болып жаратылғаннан кейін біздің әрбір адамның тамақтану әдебі өте мықты болу керек. Бізде өкінішке орай қазіргі уақытта тамақтанып отырып, алдымызда тарелкамыз, немесе жалпы столда отырамыз, бірақ бізде өкінішке орай не болады? Отағасынан бастап үйде, үлкен анамызға дейін істейміз, телефон қарап отырамыз былайынан. Әлемдегі жаңалықтан қалып кеткендей болып. Есесіне тамақты жеп отырамыз. Бұл көп адамның қателігі. Бұл жерде бізде бірінші кезекте не бұзылады? Тамақтану әдеміздің бірінші орында бұзылады. Себебі тамақтану бұл біздің ойымызда бірінші ниеттен басталады. Алдыңа уже тарелка келді ма, қазір мына тамақ қандай керемет. Қазір мен бұл асты жеймін деп отырып, керек болса бисмиллах деп айтқан сөздің өзі біздің дұрыс тамақтануымызға өте керемет оң әсер етеді екен. Ағзамызға дұрыс сіңуіне. Енді оны ұстаздар өздері ар жақта түсіндіріп жатар. Және де бұл жерде асты құптылықпен, әдепті сақтап отырып, оң қолмен алып отырып ауызға салу. Ол да кәдімгідей адамның тамақтануына, бойына дұрыс сіңуіне тікелей септігін тигізеді екен. Және де асты алып ауызға салып, әдемілеп шайнау. Әдемілеп шайнау, бұл жақсылап шайнау. Кемінде, қараңыздарда, бұл жерде 30 реттен асу керек. Идеальный жағдайда 40 реттен астам шайнап жеу керек біз. Егер бұдан азайып кететін болса, бұл санаудан, шайнағаннан, онда біздің асымызда, асқазанымызда ас қорыту процесі нашарлай түседі екен. Себебі біздің асқазанымызда, Гүлнұр ханым, тістер жоқ. Тістер тек қана біздің ауыз қуысымызда. Қазір кітап бойынша 32 тіс деп келеді. Өкінішке орай қазір адамдардың жағы қысқарып бара жатыр, кішірейіп бара жатыр. Енді одан да аз болуы мүмкін, әркімде әртүрлі анатомиялық ерекшелігіне байланысты. Тіс бізде, қараңыз, ауызға салдық асты, тістің негізгі міндеті асты жақсылап шайнау. Егер біз асты дұрыс шайнамаймыз ба, сразу 1-2 шайнап жұзып жібереміз ба, телефон көріп отырып, не істейміз? Бізде ары қарай не болады? Шашалып қалу болуы мүмкін, немесе астың дұрыс қорытылмастан ары қарай астың шіру процесі болуы мүмкін. Егер сізде, қараңыздарда,
адамда асқазан тозықшылдығы төмен болатын болса, және де ұйқы безінің ферменттері дұрыс өндірілмейтін болса, өте нашар жұмыс жасайтын болса, немесе өте қисайған, немесе тума қисайған болатын болса, немесе өтінде тасы бар адамдар болатын болса, бұндай кезде бірнеше есе жоғары түрде ас қорыту процестер өте нашарлай түседі. Бұндай кісілерге асты жақсылап шайнайтын болса, өте жақсы көмектеседі. Әрбір адам асты өте мұқият түрде, өте тәртіппен, телефон қарамаған күйде асты жейтін болса, бұл нұр үстіне нұр болады. Әрі біз асты шайнап жеген кезімізде біздің ауыз қуысымызда сілекей, біздің кәдімгі сөйлейтін кезімізде, және де асты жеген кезіміз сілекей бөлінеді. Біз әрбір айналдырған кезімізде, тілімізбен тісіміз шайнаған кезде, әрбір асымыз сілекей ферментімен ферменттеледі. Ферменттелгеннен кейін ол нағыз не істейді? Бір жағына бұл жерде барьер, қажетті емес инфекция, микроб, паразиттер, личинкалар болатын болса, осы жерде не істеу керек? Олар залалсыздандырылу керек. Егер осы барьерден өтті ме, бұл бірінші барьер. Екінші барьер біздің асқазанымызда. Өткеннен кейін асқазанға келіп не істеу керек? Ас түсу керек. Егер аста және паразиттің жұмыртқалары, және де микробтар, басқа да бактериялар болатын болса, асқазанда ол залалсыздандырылу керек. Егер асқазан тозықшылдығы төмен ба, тағы не істейді? Ас дұрыс қорытылмайды. Оған қосымша бізде ары қарай ішегімізге қарай микробтар, паразиттер өтіп жатады. Сөйтеді, бізде үшінші барьер қай жерде? Үшінші барьер біздің ұйқы безімізбен өтіміз екен. Егер осылар жақсы жұмыс жасайтын болса, яғни бұның барлығына біздің асты дұрыс шайнауымыз әсер етеді. Егер асты дұрыс шайнайтын болсақ, біздің асымыз жақсы не қылады, залалсыздандырылады, және де асқазанымыздың ферменті тозықшылдығы сәл жоғарылап жақсы жұмыс жасай бастайды, және де өттің ұйқы безінің сөлдерінің жақсы бөлінуіне септігін тигізеді. Қараңыз да, әшейін жай ғана шайнаудың өзі қандай үлкен рөл атқарып отыр екен. Егер жалпы дұрыс шайналмады ма, біздің өтімізде жақсы өт өндірілмейді, бөлінбейді 12 шегіне қарай, және де ұйқы безінен ферменттер бөлінбейді. Осылай біздің ағзамызда күннен күнге дұрыс шайнамайтын болсақ, бұл бір күнде пайда болмайды ауру. Күннен күнге, жылдан жылға сөйтіп отырып, біздің ағзамызда не істейді? Ауру пайда болады екен. Элементарлы түрде дұрыс шайнайтын болсақ, тісіміз сау болады. Қанша біз қатты ас шайнап жеген сайын тісіміз мықты болады, әрі тісімізді онша кариес алмайды, және де ас қорыту ішек жолымыз жақсы болады, жақ бұлшықетіміз мықты болады, және де біздің ас қорыту ішек жолымыздың өзінің жұмысын өзінің қажетті деңгейде жұмыс жасайтын болады. Сол себепті шайнау тістің саулығы бұл жерде дұрыс тамақтану кезінде, асы дұрыс шайнау кезінде өте маңызды рөл атқарады. Гүлнұр ханым, айта берсең, бұл таңға дейін айтып отыра беруге болады. Керемет. Жалпы қысқаша қандай кеңес бересіз? Салмақ тастағысы және қосқысы келетін кісілер тағамды қалай таңдаған жөн? Қараңыз, Гүлнұр ханым, бұл жерде салмақ тастау өте оңай, расында. Менің өзімнің жеке тәжірибеме келетін болсақ, салмақ жинау өте қиын. Салмақ тастау өте оңай. Просто жай ғана аузыңды тыйсаң, болды. Сапалы тамақтансаң, өте жеңіл түрде, қиналмаған, ағзаңа зиян тигізбеген түрде біз не істейміз? Кәдімгідей жақсы салмақ тастай аламыз. Зиян тигізбей отырып, ал салмақ жинау ол кәдімгідей үлкен мәселе. Салмақ тастау кәдімгідей қатты проблема емес, сол себептен оған қатты тоқталмаймын. Негізінен салмақ жинау өте үлкен мәселе болғандықтан бұл жерде қараймыз. Салмақ жақсы жинау үшін бірінші кезекте тағам тәртіп, асты дұрыс шайнау. Екіншіден дұрыс тамақтану. Яғни саналы түрде адам ұғыну керек. Өз түсіну керек. Мен не себепті салмақ жинамай жатырмын? Менде не себепті? Генетикаға қараймыз. Өзінің күнделікті өмір сүру салтына қарайды, рационына қарайсыз, таралғысына қарайсыз. Мен бүгін не тамақ жеп жатырмын? Менің ұйқым қандай? Мен қандай дәрумендер ішіп жүрмін? Мен қаншалық дәрежеде стрессте жүрмін? Осы сфералардың барлығын қарау керек, бөлу керек. Спортпен айналысып жатырмын, айналысып жатқан жоқ па? Бұлардың барлығы. Қараңызда, негізі салмақ аз адамдарда көбіне асқазан тозықшылдығы өте төмен болып келеді. Себебі неге? Бұл жерде қараңызда, не себепті салмағы аз адамдарда ондай болады?
Бізде асқазан тоз қышқылдығы жақсы болатын болса, бізде белокты өте жақсы синтездейді. Белок ақуызы. Ақуыз кәдімгі. Егер біздің ағзамызда, асқазанымызда тоз қышқылдық төмен болатын болса, ол белокты дұрыс синтездей алмай қалады, яғни қорыта алмай қалады. Соның себебінен бізде салмақтың жетімсіздігі. Ағзамызда қажетті мөлшерде белок бармайды, ал белок ол бүкіл біздің ағзамыздағы құрылыс материал ретінде. Мысалы үшін бізде ұйқы безіне керек па? Нелер соған келеді, құрылыс материалы ретінде көмектеседі. Біздің бауырымызға керек па? Оған келеді, белок неседі көмектеседі. Яғни соның құрылыс материалында бізде ұйық тұрғызған кезде арнайы кірпіш аламыз, цемент аламыз, анау-мынау деп жүгіріп кетеміз ғой. Сол сияқты біздің ағзамызда да құрылыс материалы ретінде бұл жерде белок өте маңызды рөл атқарады. Ал белоктың сіңірілуі үшін жаңа айтқанымдай асқазан тоз қышқылдығы өте маңызды. Ал салмағы аз адамдарда бірінші кезекте бізде асқазанымыздың тоз қышқылдығы міндетті түрде жиі жағдайда төмен болып келеді. Ал ол кісілерге мен кеңесім бірінші кезекте асқазанның тоз қышқылдығын қалыптастыру керек, жоғарылату керек. Бұл өте маңызды. Содан кейін күнделікті мүмкіндік болатын болса, кемінде курспен ішсе де болады, кәдімгідей жеңіл қорытылатын белоктар. Жеңіл қорытылатын белоктар бізге нелер жатады? Түйенің сүті, немесе жылқының сүті. Менің кеңесім кәдімгі сүт күйінде ішуге кеңес берем. Шұбат па? Шұбат немесе саумал. Күнделікті жатар алдында бір бокал 100 немесе 150 мл ішіп жататын болса, азғын салмақ қосқысы келетін адамдар 20 күн немесе 1 ай немесе 2 ай тоқтатпай ішіп отырып, арасында там 1 ай 2 ай демалып отырып ішетін болса, жақсы салмақ жинауына көмектеседі. Және де салмақ жинай алмай жатқан адамдарда бүйрек үсті безінің шаршағыштық синдромы бар. Оны да емдеу керек қосымша. Сонда жақсы салмақ жинауына жақсы көмектеседі. Және де достар, бұл жерде қараңыздар, сіздер жақсы салмақ жинағыларыңыз келетін болса, өте активті түрде және де өте сапалы, ағзаңызға зиян келтірместен тұрып салмақ жинағыларыңыз келетін болса, міндетті түрде асқазанның тоз қышқылдығы, бүйрек үсті бездеріңізді реттеңіздер, және де жеңіл қорытылатын белоктарды жеу керексіздер. Бұл жерде жануардың белогы және өсімдіктің белоктары да өте маңызды. Және де спорт. Тренерсіз жұмыс жасамаңыздар. Кемінде, егер сіздер арнайы тренерға беретін ақшаларыңыз болмайтын болса, тренер жалдауға ақшаларыңыз болмайтын болса, жай ғана сіздерге жүрудің өзі үлкен көмек береді, достар. Әр қайсыңыздың өздеріңіздің денсаулық көрсеткіштеріңізге байланысты 1000 қадам жүресіз ба, 2000 қадам жүресіз ба, 3000 қадам жүресіз ба, шама шарқыларыңыз жеткенше жалпы адамдар жүрсе болады, бұл айтқан кезде. Кәдімгідей адам салмақ қосу үшін қимыл керек, спорт керек. Спорттың ең кемі, хотя осы жүру болатын болса, өте жақсы, кәдімгідей. Өте жақсы адам сапалы түрде. Әшейін жай ғана бұл жігіт массасын майды жинау өте оңай. Бізде салмақ қосымызде көбіне бізде бұл жасымыз өскен сайын бізде бұл жігіт массасы азаяды да. Қимыл аз ғой себеп жасымыз өскен сайын. Сөйтіп майдың көлемі көбейе бастайды. Бізді бұны салмақ деп атады. Негізі шынайы салмақ, ол шынында да ол салмақ қосу, бұл жігіттің несінің өсуі, көлемінің өсуі, сапалы түрде өсуі. Сонда ғана біз сапалы түрде салмақ қосқан болып табыламыз. Ағзамызға зиян келтірмеген түрде. Сол себепті бұл жерде спортпен айналысу өте маңызды рөл атқарады. Осылардың барлығын жай ғана үйде орындайтын болса, осының өзінде өте жақсы нәтиже алады, Алла қаласа. Мысалы, бүйрек үсті безінің жұмысын жақсарту үшін ұйқыны дұрыстау керек дедіңіз, иә? Және қосымша дәрігерге қаралу. Иә. Және егер энергиясы күш қуаты жететін болса, спортпен айналысу, болмаса жаяу жүру. Кемінде 10 000 қадам дейсіз ғой. Одан кейін Гүлнұр ханым, қараңыз, бізде халықта көпшілігі қателік жібереді. Бізде көбіне мен байқасам, арнайы нелерді, фитнес-клубтарды, арнайы спорт комплекстерінің графиктерін қарасам, барлығы түнге қарайды. Күндіз онша активно ешкім келмейді. Қарап отырсам, бізде көп қателік жібереді, түнге қарай спортпен айналысады. Керісінше бізде не істеу керекпіз? Күнімен біз барынша күшімізді сарп ету керекпіз. Физикалық тұрғыдан да шынығу керекпіз, физкультурамда айналысу керекпіз спортпен. Бірақ өзіңнің шама шарқыңа қарай. Біздің көп адамның өкінішке орай спортпен айналысуға шамасы жетпейді. Бірақ онда да барады да, спорт бір комплекске барады да, жазылады да, өзін құртып алады. Барады сөйтіп, бұл жігіттен травмалы сөйтіп, 2 апта, 1 апта, 1 ай бойы сол травмамен жүреді, өкінішке орай.
көп адам денсаулығы жарамайды. Неге? Спортпен айналысуға. Бұл жерде менің кеңесім күндіз шама шарқысы жеткенге дейін денсаулық көрсеткіші лайықты түрде спортпен айналысу керек. Одан кейін түнге қарай бізге релакс керек. Релакс. Жай ғана отбасыңмен бір керемет бір фильм көруге болады. Ертерек жатардың алдында, прям жатар алдында емес, бір саған релакс сыйлайтын, отбасымен бірге уақыт өткізу, отбасымен әңгімелесу, немесе кітап оқу сынды. Бұны жасауға болады, бір қазір жасауға болмайтын бір қиын бір неге көрінуі мүмкін. Бірақ дәл осылай жайлап орындайтын болса адамдар, пайдасын көре отырып, ертеңіне жұмысқа деген сапасын артқандығы, қабілетінің артқандығын көретін болса, әрі адам өте сапалы түрде тынығатын болса, өзін кәдімгідей өте грамотно не жасайтын болса, яғни түнгі ұйқысы дұрыс болатын болса, және күндіз спортпен айналысып, кешке қарай демалатын болса адам ағзасы, ертесіне адам өте не болады, жұмысқа деген қабілет артады, әрі оның бұл жерде табысы да арта бастайды. Себебі адам дұрыс ұйықтайтын болса, не істейді? Ойлау қабілет артады. Оған өте сауатты, өте керемет ойлар келе бастайды. Ал керемет ой, керемет идея оның артына неге алып келеді? Жақсы, мықты табыс алып келеді. Сол себептен кеңесім оқырмандарыңызға міндетті түрде кешке қарай спортпен емес, кешке қарай біз барынша ағзамыз релакс, келіншегіңізбен немесе жолдасыңызбен барып сыртқа серуендеп келіңіз. Жай ғана кітап оқу деген сияқты сондай, мен кеңес беремін сондай нәрсемен айналысқанға. Ал былай бас салып, мен шынығу керекпін, үйту керекпін деу, ол жай ғана өздерінің ағзасын өте үлкен көлемде минусқа кіргізеді. Ол бір күнде, 2 күнде білінбейді, ол жылдап айналысатын болса, ертең қараңызда адамдар бар, тоқтаусыз 1 ай, 2 ай спортқа барады да, бүкіл ағзасындағы күш-жігерін бәрін жұмсап болып, барғысы келмей қалады. Не себебі? Себебі ағзасын қажытып жібергеннен болады осындай жағдай. Өзінің энергиясының қаншалықты жеткілікті екендігін бақылауда ұстау керек дейсіз ғой. Ұлжалғас ханым, енді бізге түсінікті болу үшін айтып өтесіз ба, үй жағдайында асқазан тұз қышқылын қалай көтеруге болады? Гүлнұр ханым, әрине, қуана бөлсем, бұл жерде қараңыз, үй жағдайында ең қауіпсіз әрбір үйде табылатын бұл жерде бізде лимон. Аласыздар да, бір кішкене тілігін тіліп алып, 100 немесе 150 мл жылы суға ысқылтымдау болса тіптен жақсы. Себебі біздің ішкі ағзамызда клеткаларымыз сыртқа қарағанда ыстықтау болып келеді. Ол жаққа барам дегенше кішкене суып қалуы мүмкін суымыз, сол себепті кішкене ысқылтымдау болса тіптен жақсы. Соны лимонның шырынын салып жібере отырып, ішіп жіберетін болса, астың алдында асқазан тұз қышқылдығын өте жақсы көтеруге жақсы көмектесетін болады. Ол цитрус қой, ашық қаранға астың алдында ішкен қауіпсіз емес? Жоқ, қауіпсіз емес. Бұл жерде бір тест жасап жіберу керек, өте кішкентай көлемде. Егер кімде паразитоз болатын болса, кішкене реакция беруі мүмкін, себебі ол цитрус болғандықтан, ал цитрустар өте антипаразитарлық қасиеті жоғары болғандықтан не беруі мүмкін, кішкене бөтпе сипаны жоқ, бірақ лимонға көп адам несі бола қоймайды ау. Себебі өте көп адам не алады, ұнатады. Қолданады. Жақсы. Келесі сұрағымыз суға байланысты. Дұрысында суды қалай ішу керек? Су ішу режимінің маңызы? Осы сұрақтарға тоқталып өтсек. Енді қараңыз, Гүлнұр ханым, су бұл адамның өмірі. Біз өзіміз судан тұрамыз. Біз жаңадан туылған нәрестелер анасынан шыр етіп құрсағынан түскен кезде 96% нәрестенің ағзасы судан тұрады екен. Біз жасымыз өсе келе 60%-ке дейін үлкен қарияларымызда бойында 60% қана су қалады екен. Біздің әрбір клеткаларымыз судан тұрады. Су арқылы біз ағзамызда 70%-ын ағзамызда токсиндерді детокс жасаймыз, яғни залалсыздандырады екенбіз. Ал қалған 30%-ы арнайы майда еритін немесе басқада арнайы дәрумендердің көмегімен шығарылатын токсиндер болып табылады екен. Бұл ненің көрсеткіші? Бұл адамның ағзасында су өмірдің көрсеткіштігін негізгі дәлел ретінде келтірсем де болады. Негізі әрбір адам егер өзінің өмір сүру сапасын өте жоғары деңгейде ұстағысы келетін болса, сау, саламатты өмір сүргісі келетін болса, күнделікті су ішу режимін қатты ұстану керек. Және де бұл жерде егер сіз судың өте ағзаңызға зиянсыз түрде
бергіңіз келетін болса, су ішкіңіз келетін болса, жай ғана егер сіз қарапайым күндері ешқандай емдік шара жасамай жүрген болсаңыз, ағзаңызда 30 миллилитрден салмағыңызға көбейтесіз, сол шыққан мөлшерді ішіп жүру керек әрбір адам. Мысалға 60 килограмм болса, онда ол 1 литр 800, иә? Иә. Шамамен сондай болып келеді да. Мысалы үшін 60 килограмм адам 1 литрде 800 миллилитр күнделікті ішіп отыру керек. Бұл жерде су ішудің де және ережелері бар. Өзіне тән. Су кәдімгі, мына мен алдымда тұрған су болды азық. Кәдімгідей азық. Біздің кәдімгі үйдегі жеп отырған алмамыз болсын, қандай зат болсын, азық болып саналған себепті бұл суды азық болып саналады. Себебі ағзамызға түскеннен кейін бұл да қорытылады. Қорытылып отырып өзінің кәдесіне жарай береді. Сол себепті суды әрбір 5 минут сайын, әрбір жарты сағат сайын ішу керек емес. Әр астың алдында және де астан кейін ішу керек. Біз аспен бірге суды араластыру керек емес. Себебі бұл жерде керісінше ағзамызға зиян тигізіп аламыз. Бұл жерде біз асқазан тозғышқылдығы төмендеп кетеді. Суды біз егер аспен бірге араластыратын болсақ. Сол себепті суды астан алдын, кемінде жарты сағат алдын, астан кейін, кемінде 40 минуттан кейін ішу керекпіз. Сонда өте не болады? Біздің өмір сүру кәдімгідей денсаулық көрсеткішіміз жоғарылай береді кәдімгідей. Өте кожаңыздың, теріңіз, беттеріңіздің сапасын артқанын байқай бастайсыз. Бізде тамақпен бірге шайды араластырып ішу әдет қой. Ол қате ма сонда? Негізі бізде енді көп жағдайда енді халық түсініп келіп жатыр. Қазір шаймен асты ішетін адамдарға ойбай қой, ол зиян дейтін болсаң, төбелерін бір жай қойып қойған сияқты болып сондай көрінуі мүмкін. Ол кісілер енді өйстіп жаймен ақпараттарды көріп, тыңдап, не қылып жатар енді Алла қаласа, түсініп жатар. Негізі ол дұрыс емес. Дұрыс емес. Себебі жаңа айтқанымдай, Гүлнұр ханым, шаймен бірге асты араластыратын болсақ, ол біріншіден шайдың құрамында адамның ағзасында темірдің қорытылуына кедергі жасайтын зат бар. Қосымша шайды біз аспен бірге араластырған кезімізде асқазанымыздың тозғышқылдығын төмендетіп жібереді. Сөйтіп отырып не істейді? Біздің асымыздың қорытылуына кедергі жасап, оның пайдалы сіңірілуіне кедергі жасап отырып, жай ғана зиян ғана алып қалады екен. Содан кейін бізде не болады? Үлкен қарын пайда бола бастайды, ұйқымыздың бұзылуы пайда болса, кекіріп кеттім, аузыма ащы дәм келе жатыр. Жатсам аузыма ащы дәм келеді, өмірім сапасы нашарлады, ұйқым нашарлады деп ұйықтай алмай жатырмын деген сияқты көптеген шағымдар содан пайда бола бастайды екен. Ал қою тамақпен қаншалықты максимум? Енді бұл жерде қараңыз, қою тамақ болсын, сұйық тамақ болсын, негізі нормада ешқандай адам түйілмеу керек, дені сау адам. Анемиясы болмайтын болса, ешқандай адам түйілмеу керек негізінен. Оған бәріне уақыт керек, жаймен. Ал егер қатты түйіліп, шашалып жатсақ, максимально 100 миллилитрге ішуге болады. Одан көп емес. Әсіресе кімдер түйіледі? Бойында созылмалы анемиясы бар адамдар көп түйіледі. Себебі бізде мына жерде бір комок сияқты тұрып қалады, құрғақ сияқты, ас өте қатты қиындап кетеді. Ол анемиясы бар адамдар өте жақсы түсінеді. Айтып жатсыз, шайды ішу анемияға алып келеді, темір жетіспеушілігіне алып келеді деп. Сонда дұрысында шай ішпеген дұрыс па, әлде қандай да бір мөлшері бар ма өзінің? Гүлнұр ханым, шай деген кезде бұл жерде барлық шайдың атауы кіріп кетіп жатыр, бұл жерде ол қандай шай, неден құрамы, неден, қандай, ол шөптік шай болуы мүмкін, немесе ол кәдімгі гранулалы шай болуы мүмкін, қатты күйдіріліп жасалынған. Негіз ондай мен шайларға кеңес бермеймін. Мүмкіндік болатын болса, шөптік шайларды ішуге кеңес беремін. Онда да шайдың ішетін өзінің уақыты бар. Астан алдын, немесе астан кейін, 1 сағаттан кейін қасыңа жолдасыңмен отырып, өзің туған туыстарымен отырып, әдемілеп қасында мына жерде кептірілген жемістерді қойып тұрып шай ішетін болсаң, қандай керемет. Бірін-бірің сырласасын, сұхбаттасасын, әрі қарым-қатынас өте нығая түседі. Менің кеңесім шөптік шайлар немесе әртүрлі жеміс жидектерден жасалынған шайларды ішуге кеңес беремін. Және де егер прям шай ішкісі келмейтін адамдар болатын болса, мен онша шай ішпеймін. Мен көбіне су ішемін. Кейде жолдасыма не болу мақсатында сол шайға кейде отырамын. Серік болып. Одан кейін қонақтар шайсыз шығарып саламыз, қазақпыз ғой. Иә, біз сүтті қою шайды жақсы көреміз. Қап-қара, сүтті, қою, сондай шайлар ішетін кісілерге қандай? Әсіресе
жаңадан босанған келіншектерге өте майдай жағы түседі, Мгм. сүт болады деген бізде ұғым бар, бұрыннан келе жатқан. Енді олардың дұрыс емес деп айтсам қатты айтқан болармын. Негізінен сүтті шайдың адамның ағзасына тигізетін ешқандай пайдасы жоқ, Гүлнұр ханым. Егер сенетін болса, бұл жерде сүтті шайдың жай ғана бүйректі отырғызғаннан басқа, шаршатқаннан басқа ешқандай пайдасы жоқ екен. Мгм. Ол азық емес қой, ол әбден неғылған өңделген сүтті не істейді, қосып ішеміз, иә. Ол өзіміздің үйде қолда сиырдың сүті болса мақұл да, кішкене сәл пайдалырақ болатын. Көбіне бізде не істейді, өңделген сүтті, қоюланған сүтті әкеледі да, шайға әдемілеп тұрып қосып тұрып, бабын келтіріп отырып не істейміз, ішіп аламыз. Иә, ол бізге сол кезде бір эмоция сыйлауы мүмкін, иә, бір тәтті эйфория береді, бір бақыт гормоны бөлінеді, дофамин мықты аламыз сол кезде, бірақ оның да несі бар, беретін ағзамыздан есебі бар ғой. Мгм. Бүйректі, оған қоса жеген астарымыздың дұрыс қорытылмауы, бұлар, қараңыз, біз бір ішіп қоймаймыз ғой, күнделікті сол әдет қайталанады, күнделікті әдет. Қараңыз, ағзаңыздағы асыңыз 1 сіңірілмеді, 2 сіңірілмеді, 3 сіңірілмеді, сіздің ағзаңыз қандай жағдайда болады деп ойлайсыз? Мгм. Ойлай беріңіз. Мгм. Мінекей зиян осындай. Ең дұрысы таза суды ысытып ішкен дұрыс, болмаса жаңағы шөп шайларды ішкен дұрыс, жеңіл түсте жасап, иә. Иә. Енді болмай жатса, бір көңілін көтергісі келіп жатса, сүтті шай ең соңғы орынға қойып Әр тұрсын. кезде, иә, бірақ мынандай ғой, барлығына тастаңдарда 100% дұрыс тамақтануға көшіңдер деп мен ешкімге айтпаймын. Өзімнің аудиторияма да, жалпы мен қасыма келген әрбір пациентіме айтамын, 70-80% дұрыс тамақтансаң, соның өзі жеткілікті. 100% дұрыс тамақтану ол кез келген адамның ағзасына зиян тигізеді. Мгм. Сол сияқты бұл жерде менің кеңесім жаймен барлық бір деңгейде болмайды. Сүтті шайды азырақ ішуге кеңес беремін. Егер күнде ішетін болса, күн ара ішсін. Қант қосып. Қанттың тақырыбы енді мүлдем бөлек енді. Жақсы. Дұрысында қант қоспаған дұрыс, иә. Мүмкіндігінше. Қысқаша осылай айтып өтейік. Иә. Менің балам жасы 1,5 жастан енді ғана асып жатыр. Дұрыс тамақтануын өте қатты қараймын. Сіздің парақшаңызды оқып жүргеніме көп жылдар болды. Енді менде мынандай сұрақ. Баланың дұрыс тамақтануына өте қатты мән берем. Дүкеннен ешқандай дайын тағамдар алып бермеймін. Тек үйдің тамақтарын ғана жейді. Тәтті мүлде жемейді. Қант, кәмпит дегендерден, шоколад дегендер мүлде қолданбайды. Ол баланың организмін тек қана сондай таза тамаққа үйреткен дұрыс па? Қаншалықты дұрыс жалпы? Гүлнұр ханым, сұрағыңыз өте түсінікті. Қазір ең актуальды, ең айтқан кезде қажетті сұрақтардың бірі, көптеген аналарымыздың көкейінде жүрген кәдімгідей актуальды сұрақтардың бірі деп ойлаймын. Енді қараңыз, бұл жерде ол бала, өсіп келе жатқан ағза, ол барлық нәрсемен танысқысы келеді. Столдағы, дастархандағы барлық затты жегісі келеді. Қонаққа барғанда да жегісі келеді. Мысалы үшін қонақ алып келсе, қалтасына бүйтіп қарап отырады. Себебі ол бала. Енді қараңыз, баланың жағдайында да 100% дұрыс тамақтануға мен неғылмаймын, кеңес бермеймін. Бала әр кезде тәтті жеу керек. Дүкеннен де бір шоколад алып беруге болады, әр кезде. Онаны көріп отырған мен әкем өте қатты қуанатын болды. Әр кезде, бірақ күнделікті емес. Баланың себеп бұл жерде психологиясы өте маңызды. Өте маңызды. Мүмкіндігінше үйде кәдімгі табиғи тәттілер, бал, түрлі кептірілген жеміс деген сияқты, иә. Үйде мүмкіндік болатын болса, өзіміздің үйде жасалынған астар. Бұл бір жағынан гигиеналық жағынан өте маңызды, екінші жағынан астың сапалысына. Себебі үйде өзің таза майдан, таза өнімдерден жасайсың, иә, сенімді боласың. Ол баланың ағзасына өте пайдалы екендігіне көзің жетеді. Балаға бір жағынан қарым-қатынасың. Анам маған тамақ жасап жатыр. Бір жағынан бұл балаға тәрбие болып табылады. Сол себепті үйдің тамағын мен 100% қолдаймын. Егер ол дұрыс майға жасалынатын болса, дұрыс өнімдерге жасалынатын болса, дұрыс неде қатты қуырылмастан, қатты қайнатылмастан жасалынатын болса, өте жақсы. Дұрыс май дегеніңіз қандай май? Дұрыс май деген кезде бұл жерде бізде ыстық жоғары температураға төзімді майлар деп аталады. Олар бізде құйрық май, қойдың құйрық майы,
гхи майы деп аталады. Біздің қазақша айтқан кезде күйдірілген майымыз бар, кәдімгі сары майды күйдіреміз, соның күйдірілген формасы. Және де бұл жерде тағы жылқының майы, тауықтың майы, сиырдың іш майы, солардың барлығын тоң май болатын болсақ, ертіп осылардың барлығын біз кәдімгідей ас жасай береміз. Мысалы үшін тоң майда жасауға болмайтын астар болады. Мысалы үшін бізде үйде өте сапалы түрде, мысалы үшін не жасайтын болсақ, иә, бір әдемі астар жасаймыз ғой гарнирге. Ол кезде не жасау, тоң майларды қосуға болмайды. Ол кезде біз не жасаймыз? Гхи майын қосып жібереміз. Сондай сияқты астарда қолданамыз. Әрқайсының өзінің орны бар. Мүмкіндігінше ассорти ретінде қолдану керек. Тек қана бір майды ғана қолданбастан, жылқының майы, тауықтың майы сынды. Ал шемішке майы? Шемішке майы бәрі қолданатын күнбағыс майы. Күнбағыс майы бұл жерде қараңыз. Бұл егер жай ғана салаттарға қолданатын болсақ, ол пайдалы шынында да. Ал егер оны отқа қоятын болса, оның отқа төзімсіздігі өте жоғары, төзімсіз отқан кезде. Ол бізде ыстыққа салған кезімізде көк түтін болып кетеді, байқайсыздар ма? Етіміз салардың алдын кішкене май тұра ма, ет салып болғанға дейін уже көк түтін болып кетеді. Сол кезде көк түтін болғанда бұның құрамы өте жоғары деңгейде өзгере отырып, біздің ағзамызды канцерогендер бөле бастайды. Түтін ол канцероген. Кәдімгі. Ол канцерогендер, ол у ертең біздің ағзамызда кәдімгідей рак аурулар, басқа да аты жаман, өте аянышты жағдайларға алып келетін диагноздарға алып келуі мүмкін. Өте терең түрде. Сол үшін мүмкіндігінше негізі оны кәдімгі салатқа қолдануға мен кеңес беремін. Жалпы күнжіт майы, зәйтүн майы, иә, зәйтүн майының рафинатталған түрі болатын болса, енді кішкене ыстыққа неде болады, сәл төзімдеу, бірақ қатты жоғары ыстыққа болмайды. Жаңа бір сөзіңізде айтып өттіңіз, балаға арасында тәтті берген дұрыс деп. Бірақ шоколад емес па ол? Бұл жерде қараңыз. Мен кептірілген жемістер беремін. Кептірілген жемістер, қараңыз, бұл жерде мынандай. Гүлнұр ханым, мен қалай түсіндірсем екен? Бізде қонаққа барамыз, қазақ болғанда бірімізге қонаққа барамыз, не қыламыз? Сол кезде ойбай балам жеме, таста, саған ағзаңа зиян деп қонақтың алдында айта алмайсың ғой, немесе өзің қонақ болып. Ол бір жағынан ыңғайсыз жағдай, екінші жағынан ол баланың психологиясына кері әсерін тигізеді. Сол кезде момент бір рет, екі рет жесе ештен кетпейді. Бірақ балаға түсіндіру керексіз, балам, бұл бір рет жедік. Болды. Бала сонымен өзін тәртіпке үйретеміз, жауапкершілікке. Бала солай үйренеді. Жаймен, бір дегенде еш нәрсе болмайды. Бірақ негізінен үйде кептірілген жемістер, бал, немесе басқа да орнын басушы заттар болу керек. Онсыз болмайды, себебі бала тәттімен өседі. Қараңызда, кәдімгі тәттіні көп беруді баланың ағзасынан дамуына кедергі жасайды. Миына, жүрек қан тамыр жүйесіне, біздің ағзамыз детокс процесінің бұзылуына септігін жасайды. Сол себепті көп беру керек емес. Бірақ баланы қатты шектеп қоюда ертең срыв қалып келуі мүмкін. Қараңыз, бір жерге барса, ешқандай ас көрмеген сияқты, тәттіні көрмеген сияқты жерде жабысып қалса бала. Ертең сондай дәрежеге жеткізбеу үшін біз не істеу керек? Балаға кейде рұқсат ету керекпіз. Мінекей қазір мен саған рұқсат етемін. Мысалы үшін айына бір рет рұқсат ету. Мысалы үшін келсе баласы, мен саған қазір алып беремін, уже бір айдан кейін тағын жейсің деген сияқты. Сондай күнде емес. Бұл көбіне қандай мамаларға, қандай аналарға көмектеседі. Күнде тәтті жейтін балаларға сөйтіп келсе болады. Бір жұма сайын, әр жұма сайын берсе болады, одан кейін 2 аптаға ұзартады, 3 аптаға ұзартады, содан кейін 1 ай, 2 айға ұзартып отырып, сөйтіп не қылады. Менің балам қазір 1 жас 8 ай болып қалды. Ол шоколадтың дәмін көрмеген. Сол үшін де ол оны жейін деп сұрамайды. Мен оған беруге қорқам, себебі дәмін білгеннен кейін тәтті ғой. Жаңағы соған қайта-қайта тартып, қайта-қайта бер деген зависимость сондай болып қала ма деп. Гүлнұр ханым, бұл жерде қараңыз, бұл енді баланың сіз жүкті кезде сіз не жедіңіз? Баланың зависимость болу-болмауы тікелей сонымен байланысты екен. Егер сіз жүкті кезіңізде тәттіге емес, көбіне көкөністермен, мысалы үшін өте жақсы тамақ, сапалы тамақтанған болсаңыз, бала онша тәтті құмар болмайды. Мен өзім жеке практикам, менде қазір тоже 1 жас 8 айлық кішкентайым бар. Сол жерде өзімнің қызымнан көремін. Мен әдейі беріп көремін. Тәттіні таңдайсың, жоқ көкөніс таңдайсың, қышқылдау, мысалы үшін ащы заттарды ұнатады, ол нені таңдайды?
көкөністерді ащы заттарды таңдайды, соны жақсы көреді. Соны көрдіңіз ба? Осындай баланың жүкті кезінде нені жақсы жедің, нені сүйсініп жедің, соған байланысты. Яғни біздің жүкті кезімізде ақпараттың барлығы уже балаға барып қойған, уже туылып қойған. Дұрыс тамақтан бастан жүкті кезінде өткізген болатын болсаң, жерікпін деп әбден біз әртүрлі газ сусындарды ішеміз, иә, жүкті кезімізде, өкінішке орай білмейміз ғой енді ол кезде. Және де әртүрлі тәттіні де жейміз, жеріктігін тойдыру керекпін, қайтару керекпін деген сияқты. Иә, сол кезде жақсы әсер алуымыз мүмкін. Бақыт гормоны, дофамин өте жақсы бөлінеді, бірақ ақпараттың барлығы құрсағындағы балаға плацента арқылы беріледі. Ертең ол бала, сен жүкті кезіңде бүкіл тәттіні жедің ба, ертең балада дәл сонда тәтті жегіш болады. Тәттіні аңсап тұрады. 3 жаста 5 жастағы кішкентай балалардың тәттіге қатты құмар болуы, тамақ жемей тек қана тәтті сұрауы, соған не айтасыз, соны қалай емдеуге болады? Бұнда енді Гүлнұр ханым көптеген факторлардан. Бірінші, жүктілік кездегі әсер ететін фактор мамасының, жалпы анасының не тамақтаны сол әсер етеді. Екінші жағдайда асқазан тұшқылдығы төмен болатын болса, үшінші жағдайда егер баланың ағзасы өте терең түрдегі тапшылық жағдайы болатын болса, хромпикалинат, цинк, магний тапшы болатын болса, тоже бала өте қатты тәтті құмар болады. Және де бұл жерде тағы келесі фактор паразитоз. Қандай анализдер тапсыру керек сонда? Паразитозға ма? Именно осындай балаларға, тәтті құмар балаларға. Тәтті құмар балаларға негізінен анемияны бірінші көрсін, жалпы қан анализі. Одан кейін зәр анализінде көрсе болады, және ферритин тапсырып көрсе болады, нақты анемия бар ма жоқ па көмектесетін анализдердің бірі. Және де паразитозға байланысты анализдер тапсыруға болады, бірақ өкінішке орай бізде ол анық көрінбейді. Хромға, цинкқа тапсырып көрсе болады, бірақ олар нестабильны болғандықтан қанда көрсеткіші иодта емес, онша ақпарат бермейді, жай ғана ақшан кеткені қалуы мүмкін. Мен қорқамда сол паразиттер тәттіні жақсы көреді дейді негізі. Солардың қалауымен, солардың құмар болып тұрған себебі. Гүлнұр ханым, қараңыз, жаңа айтқандай әртүрлі себептер болады. Оның негізгі ең ауқымды алатын несі, бұл жерде фактор паразитоз. Паразитоздың ішіндегі бізде грибковая инфекция кіріп кетеді, кандида. Қазір барлық 90% астам адам грибковая инфекциямен алған. Себебі кандида біздің ағзамызда нормада тоқ шегімізде болу керек. Ол біздің как иммунитетімізге тренажерный зал айтқан кезде. Иммунитетімізді үнемі айтқанда шынықтырып отыру керек. Ол нормада тоқшекте болады. Ал егер ол көбейіп кетіп, біздің аш жегімізге өтетін болса, ол бүкіл біздің ағзамызға не істейді? Тарап кету ықтималдығы бар. Әйел кісілерде жыныс жағында молочница болып көрінеді, творог сияқты выделениенің келуі. Және де цистит болып көрінеді. Ер азаматтарда да білінуі мүмкін. Бүйрегіміздің ауруы, зәр жолдарымыздың ауруы. Және балдарда көп жағдайда бізде не болып келеді? Стоматит. Неге? Стоматит, ауыздың көп ойылуы, бұл грибков инфекцияның өте белең алып жатқандығы негізі көрінісі. Және де тілдің аппақ налет болатын болса, ақ жабындымен жабындатын болса, ол да баланың немесе ересек адамның ағзасында грибок өте жоғары деңгейдегі көрініс болып табылады. Мінекей, қанша біздің ағзамызда паразиттің түрі көп болған сайын, сонша біз не істейміз? Өте тәтті құмарлыққа бейім боламыз. Тәтті жемесек тұрмаймыз. Әсіресе кешке қарай тәтті құмартатынымыз содан біздің. Ал онымен қалай күресуге болады? Кішкене ғана тоқталып өтсек бола ма? Мен сіздің негізі паразитолог мықты маман екеніңізді білемін, бірақ бүгін сізді нутрициолог ретінде шақырып отырмын. Негізгі тақырыбымыз сол өт, бауыр, дұрыс тамақтану туралы болады. Бірақ осы тақырыпқа, қазіргі сұраққа кішкене ғана тоқталып өтсеңіз, жалпы паразитпен қалай күресуге болады? Үй жағдайында немесе қалай жасау керек? Осы тәтті құмарлықтан қалай арылуға болады? Гүлнұр ханым, негізі үй жағдайында паразиттерді 100% емдеп жазу өте қиынға соғады. Бұрындары паразиттерді бұрынғы кездерде медицина дұрыс дамымаған кездерінде қалай емдеген сенесіз ба? Ол кезде кәдімгі адамның анусының айналасына шикі ет байлап қойған екен. Сөйтіп отырып паразиттерді құрттар шығарған екен. Ол шыққан. Шикі етті кәдімгідей байлап қояды, бірнеше күн жүреді, сөйтіп шыққан екен. Қазір енді Аллахқа шүкір медицина дамыған уақыт үй жағдайында, мысалы үшін әртүрлі паразиттерге қарсы әсер ете алатын өнімдерді жеу арқылы
үй жағдайында ешқандай антипаразитарлық препарат ішуге мен кеңес бермеймін. Себебі препараттың өзі қауіпсіз болуы мүмкін, бірақ құрт өлетін болса, ағзамызда кез келген паразит өлетін болса, мұндай кезде бірнеше есе қауіпті жағдайда болуы мүмкін. Адамның өмірін үлкен дәрежеде қауіпті мүмкін. Адам комаға түсіп қалуы мүмкін. Сол себепті мен үй жағдайында паразиттерге қарсы ем алуға мен кеңес бермеймін. Тек қана дәрігердің қадағалауымен, арнайы көрсеткіштермен ғана емделу керек адам. Ал үй жағдайында, мысалы үшін, жай ғана тағам, анар, мысалы үшін бізде күнделікті үйде табылатын чеснок, пияз, көк пиязымыз нағыз біздің антипаразитарлық қасиеті бар мықты өнімдер. Соларды күнделікті жеп жүрсін. Мысалы үшін, чеснокты Индия елінде кәдімгідей дәрі ретінде қолданады екен. Сол себепті мен кеңесім чеснокты бір тіс артық қолдануға кеңес бермеймін. Кішкентай балалар болсаңыз 4-тен 1, 3-тен 1, 2-ден 1, жас ерекшелігіне байланысты жей береді. Сондай. Жақсы, рахмет. Ет, сүт, көкөніс өнімдердің адам ағзасына әсерін айтып өтсеңіз қысқаша ғана. Бұл жерде ол ненің сүті, ненің етіндігіне байланысты. Негізі сүттің де, еттің де адам ағзасына пайдасын тигізері мол. Енді ол қандай жануардың сүті, еті соған байланысты. Бізде қазақта ең жақсы көретін ет қойдың еті, жылқының еті. Біздің ата-бабамыздың өзі академия бір институтты бітірмесе де нағыз ғалымдар болған ғой. Еттердің ішінде ең тазасы бізде қойдың еті, ең жеңілі. Одан кейін барып жылқының еті. Менің кеңесім осы екі етті жеуге кеңес беремін. Өте жеңіл. Балғын түріндегісі еттерді жақсылап тұрып өңдеп, термикалық өңдеумен өткізіп отырып жеуге кеңес беремін. Шикі ет жеуге мен кеңес беремін. Себебі шикі етте паразиттер өте мол түрде болуы мүмкін. Сол себепті өзіміз сақтау мақсатта мейлінше таза піспеген еттерден бас тартуға кеңес беремін. Енді бұл жерде сүт мәселесіне келетін болсақ, сүт мәселесі бізде көбіне сиыр сүтін қолданамыз ғой, сиырдың сүтін өнімдерін. Негізі сиырдың сүтін көп адамның ішегі қорыта алмайды. Өкінішке орай. Лактоза жетіспеушілігі көптеген адамдарда бар. Оны сіздер байқайсыздар. Сүт ішкеннен кейін іштеріңіз өтіп кетуі, іштеріңізде желденіп кетуі, және де мұрындарыңыз бітіп қалуы, жөтел бір қақырықтың көп шығуы сынды бұлардың барлығы, немесе бастың ауруы, әлсіздік, бір жағымсыз бір іштің түйіліп ауруы, бұлардың барлығы адамның ағзасында лактозаның жетіспеушілігі, жалпы сүтті қорыта алмаудың негізгі көрсеткіштерінің бірі болып табылады. Сол себепті бұл жерде мен сиырдың сүтін азырақ қолдануға кеңес беремін. Біздің елде Аллахқа шүкір мынандай ғой, таза өнімдер ғой. Басқа елдерге қарағанда бізде сүтіміз тазарақ. Таза өніммен сиырды тамақтандырады, сөйтіп тазарақ сүт алады. Енді үйдің қолдың сиырдың сүті болса, қаупі аздау. Ал егер өңделген сүттер болатын болса, оларды мен мейлінше кеңес бередім қолданбауға. Дүкеннен алатын сүттерді мен кеңес бермеймін. Ал сүттен бас тарта алмаймын, жоқ сүтсіз өмір сүре алмаймын дейтін болса, негізі кәдімгі қолдың сүтін қолдануға, онда да аз мөлшерде. Таза сүттің өзін емес, айран түрінде, немесе құрт түрінде, немесе май түрінде, қаймақ түрінде қолдануға кеңес беремін. Ал дүкеннің айрандарын? Дүкеннің айрандарда егер процент жоғары болатын болса, енді барлық елде неміз ғой, барлық қалаларда туысқаны бар, несі қолдың сүтін, қолдың айранына қол жеткізе алмайды ғой. Дүкеннің айрандары болатын болса, проценті жоғарырағын таңдауға кеңес беремін. Жоқтан жоғары, енді бұлардың барлығы жоқтан жоғары болып келеді. Ал енді бұл жерде кез келген ешкінің құрты болсын, сиырдың құрты болсын, бұл жерде барлық құрттар өте шекке мықты фермент болып келеді. Құртты жей беріңіздер күніне 1 штук, 2 штук тоқтаусыз. Зато сіздердің ішектеріңіз мықты ферменттеледі. Яғни ол біздің ішегімізде көптеген миллиардтаған бактериялар бар ғой, соларға мықты азық болып табылады. Сол себепті біз жеу керекпіз құртты. Тағы қандай ферменттер бар? Негізі именно бізде осы құрт мықты фермент. Айранда не қылады? Негізінен айран құрт сияқты пайдалы емес, бірақ квашеный капуста жата ма? Квашеный капуста, кез келген кваштетілген, ферменттелген заттар. Сәбіз болсын, және де қияр болсын, капустаның өзі болсын.
Ол ферменттердің пайдасы қандай дедіңіз? Ішекті? Ішектегі біздің микробиоттарымыз бар. Біздің ішегімізде үлкен бір әлем бар. Үлкен әлем. Біз көп қабатты биологиялық үйіміз оларға. Біздің терімізде де микробиоттарымыз бар. Қолымызда, бетімізде, мойнымызда, денемізде, әрбір мүшемізде өзіне жараса микробиоттар бар. Бұның барлығы өзіне жарасатын атқаратын қызметтері бар да. Енді ішектерімізде, аш ішегімізде мүлдем бөлек әлем. Сол жерде біздің иммунитетімізге жауап беретін, бізде иммунитет 70% ішекте орналасқан. Сол иммунитетке жауап беретін микробиоттар тамақтандырады. Ферменттелген заттар. Қияр, жалпы капустадан жасалынған, және де құртты да жесеңіздер болады, және де сәбізді ферменттеп отырып жесеңіздер өте нұр үстіне нұр. Кәдімгідей сіздер ішектеріңіздегі бактериялар тамақтандыратын болса, өте керемет. Етті айттық, сүтті айттық, енді көкөніс, иә. Көкөністерді енді қараңыз. Бізде көкөністердің адамның ағзасына тигізетін асқоту кезінде әсер ететін фактор өте жоғары. Егер біз жай ғана етті жеп, майды жеп, артынан көкөніс жемейтін болсақ, ол дұрыс қорытылмайды. Біздің ішегімізге көмектесуге келетін бұл не? Көкөністер екен, кәдімгі. Әсіресе шөптер. Әртүрлі, мысалы үшін салат жапырағы, немесе біздің жақсы сүйіп жейтін укропымыз, петрушкамыз, әртүрлі. Солардың барлығын кәдімгідей араластырып отырып жесек өте нұр үстіне нұр. Укропты айтып кетейін, бұл жерде бөлек, петрушка екеуін біздің ішегіміздегі жалпы микробиоттарды өте жақсы тамақтандырады тағын. Ал ол шөптерді дұрысында қалай жуу керек, тазалап? Шөптерді дұрысында ағын судың астында жуу керек. Үй жағдайында кішкене суға бүктіріп қойса, кішкене тұз салып, немесе ас содасын салып отырып, 1-2 қасық бұқтырып қойып, кейін ағын судың астына жуып тастаса, соның өзі жеткілікті. Тек қана бір арнайы бір құрылғы алып, ондай нәрсе керек емес. Бізде ең қауіпсізі ағын судың астына жуатын болсақ, оның ішіндегі біздің ағзамызға зиян тигізетін паразиттердің жұмыртқасы болсын, немесе кез келген зат болса да, не істейді, ағып кетеді ағын судың астында. Жаңа тұз бен сода салған кезде ол залалсыздандырады. Бұл жерде жоқтан жоғары арнайы аппарат жоқ болған кезде не істейді? Жай ғана үй жағдайында жасауға болатын қауіпсіздік шараларының бірі. Және дәл осындай тәсілмен құлпынайды, шиені де жуса болады, Жұмыртқаны да жуса болады. Дәл осындай тәсіл. Себебі жұмыртқаның сыртында ғой, тауық негізі нағыз острица гельминтің источнигі бұл паразиттердің. Себебі ол тауықта бар ма, ол жұмыртқаның сыртында да болады, личинкалар, ол по-любому жуғу ықтималдығы. Сонда асардың алдында, асудың алдында солай жуып алып асқан дұрыс? Негізі дұрысы алып келесің көп мөлшерде. Бір дегенде 33 түгін, немесе 23 түгін алып келесіз, сол кезде жуып алып қойған дұрыс. Ал бұзылып кетпейді ма? Мұздатқышта тұратын болса, бір температурада бұзылмайды. Оны сіз апталап, айлап жүрмейсіз ғой. 3-4 күнге жететін қылып алып келесіз, сөйтіп отырып қолданасыз ғой. Ал оның сыртын сабын сумен жуған қате ма? Сабын су болатын болса, сабын сумен де жусаңыз болады. Кір сабын, кәдімгі таза сабын болатын болса болады. Ал негізі кез келген паразит болсын, сілтілі ортада шыдай алмай, сілтілі орта ол бізге ас содасы мен тұз, кәдімгі асханадағы тұз жақсы көмектесетін болады. Соны жасап беруге. Көбісі жууға уақыты болмай бірден жарып тамақ жасай береді, ол өте қауіпті дейсіз ғой сонда. Егер иммунитет төмен болатын болса, ондай адамдарда бір дегенде паразит жұқтырып алуы мүмкін. Еттің толық пісетін уақыты? Еттің негізі 40 минут қой. 40 минутта ма? Ол қалай кесілді, қанша өлшемде кесілді, соған байланысты. Негізі қандай болса да 40 минутта піседі ол. Кем дегенде? Кем деген кезде 40 минутта піседі. Егер бүтін күйінде салып жүрмейтін болсаңыз, егер кусокқа бөлетін болсақ, ол тез піседі ғой негізінен. Сіздің тәжірибеңізде осы дұрыс тамақтану арқылы ауыр ауруларды емдеген кейстер болды ма? Сондай сәттері болды ма? Менде, Гүлнұр ханым, өте көп. Әрбір пациенттің несінде болады. Бұл жерде енді Аллахтың қалауымен, Аллахтың жәрдемімен, енді Аллахтың берген маған білімнің себебін деп ойлаймын. Тамақтану әрбір адамға өте маңызды рөл атқарады. Кәдімгідей ем барысында бірінші кезекте қараңыз. Ем барысында егер сіз дұрыс тамақтанбасаңыз, жай ғана бәрі кетеді. Унитазға ағып кетеді. Ішіп жатқан дәріңізде, басқаңызда, себебі тамақтану, дұрыс тамақтану ем процесін жылдамдатады. Жақсы нәтиже алуыңызға өте жақсы көмектесетін болады.
Мгм. Сол себепті ойлаймын, бұл жерде менің пациенттерім дұрыс тамақтану кезінде дұрыс тамақтанып жүріп терілерін жалпы жақсартқан, терісінде 10 жылдан бері кетіре алмай жүрген жаралары кеткен, өте жақсы керемет нәтижелер алған, 10 жылдан бері депрессияда жүрген ханым ешқандай антидепрессантсыз не істедім, осы дұрыс тамақтануды қолдана отырып, тағы басқа да қосымша дәрілерді қолдана отырып депрессиядан шығардым сынды өте көп. Бұл жерде әсіресе тері аурулары Мгм. өте жақсы жазылып жатыр. Мгм. Сонымен қатар сіз запорды, жаңа іш қату, іш қатуды, өтті, бауырды емдеу жолында жақсы кеңестер беретініңізді білемін. Осы іш қату жөнінде айтып өтсеңіз, оның себебі, одан құтылу жолдары, қандай кеңестер бере аласыз? Гүлнұр ханым, бауыр және өттің эксперт ретінде бұл жерде кеңесім, қараңыз. Негізі қазір көптеген адамдарда запор бар. Өкінішке орай бұны норма деп санайды күнделікті. 2-3 күнде бір бару, аптасына бір бару, 2 бару, бұл мен үшін норма деп ойлайды. Жоқ, бұл Гүлнұр ханым норма болып саналмайды. Дабыл қағып тұрып дәрігерге барып қарау керек. Запорда қараңыз, қанша жерден емделгенмен егер дұрыс тамақтанбайтын болса, ол жөнделмеуі мүмкін. Запорда бірнеше факторлар әсер етеді. Қараңыз, өттің жұмысы, ішектің өзінің жұмысы, мысалы үшін дұрыс тамақтану, егер дұрыс тамақтанбасақ, тағын запорға алып келеді, және де қалқанша безінің функциясы бұзылатын болса, және де бұл запорға алып келуі мүмкін. Бұл өте запордың соңы ішектің созылуына және де ары қарай үлкен рак ауруынан алып келу ықтималдығы өте жоғары. Және запордың бір әйел адамдар үшін, ер адамдар үшін бір ең ауыр несі зияны бұл жерде. Қараңыз, бізде запор болған кезде не істейді? Бізде ішегімізде кал тұра береді, нәжіс тұра береді. Тұрған кезде ол жай тұрмайды ғой. Не істейді? Тұрған сайын құрғай бастайды. Ағзамызда қайта реабсорбция, сорылу процесі қайта жүреді. Сөйтіп кал құрғай бастайды, нәжісіміз, ішекте тұрған. Сөйтіп оны шығу қиындай бастайды. Оның үстінен келеді, нәжіс тағын келеді, тұрады. Сөйтіп ішегіміз не істейді? Ол кеңейе бастайды. Кеңейгеннен кейін созылады. Бұлай созылады, немесе бұлай созылады. Қашан ол ішек ары қарай мақұл, ол нәжіс шығып кетті дейік та сыртқа. Оның орны созылып қалып кетеді ғой ішек. Сол жерде ана нәжіс келіп, ана жерді толтырып, одан кейін ары қарай өтеді. Түсіндіңіз ба? Сол жерде проблема осы жерде басталады. Одан кейін аптасына бір 10 күнде бір ішекті босаңтатын препаратсыз уже үлкен дәретке шыға алмай қалатын дәрежеге дейін жетіп қалуы мүмкін. Сол себепті 2 күнде бір шығып жатыр ма, міндетті түрде дәрігерге жүгіну керекпіз, барып ем алу керекпіз. Қандай дәрігерге? Бұл жерде енді бұл қараңыздар, интегративті дәрігерді бұнымен айналысуы мүмкін, және де өзіңіздің терапевтіңіз, немесе гастроэнтеролог. Бұл жерде қандай сатыда запорыңыз, соған байланысты. Өтпен бауыр неге ауырады? Өтпен бауыр бұл жерде себеп өте көп факторлар. Айтқандай, бұл жерде тамақтану, дұрыс тамақтану, сіздің қандай дәрілер ішіп жатырсыз, қандай ұйықтап жатырсыз, қалай ұйықтап жатырсыз, қандай ойлар ойлап жүрсіз, адамдарға позитив беріп жатырсыз ба, негатив шашып жүрсіз ба, олардың барлығы сіздің ағзаңызда не істейді? Сіңіріледі, қорытылады, яғни детокс процесінен өте бастайды. Егер сіз өте айналаңызға зиян шашып жүрген, оған қосымша сіз дұрыс тамақтанбай жүрген болатын болсаңыз, ойлай беріңіз, сіздің бауырыңызда өте көптеген проблема болуы мүмкін. Егер бауыр қатты ауыратын болса, өтте міндетті түрде, автомат түрде үлкен дерттер пайда бола бастайды. Себебі өт қышқылы бауырда өндіріледі, гепатоциттерде. Гепатоциттер уже шаршайды ма, әлсірейді ма, өттің бөлінуі нашарлай береді. Сонымен өт қоюлана отырып, өтте тас пайда болуына алып келуі мүмкін. Одан ары қарай тағы факторлар өте көп, бірін қуып кете бересің. Басты осы. Дұрыс тамақтану керекпіз. Егер дұрыс тамақтанбасақ, тағын не істейміз? Біз бауырымыздың ауруына алып келеді. Және де бізде қазір ең актуальды, ең қазіргі маңызды қозғайтын тақырыптардың бірі, адамдар қазір оңды солды препараттар ішіп жатыр. Бұлардың барлығы біздің бауырымыз отырғызып тастайды. Кез келген препарат бұл біздің бауырымыз арқылы сіңірілетін болғандықтан, сыртқа шығарылатын болғандықтан ойланып ішу керек. Кез келген препаратты. Менің кеңесім, препаратты жайдан жай іше бермеу керек. Егер бір мен зиян тигізбейді деп ойлаған едім, іше салған едім деп ішетін болсақ, ойлаңыз, ол сіздің бауырыңызға өте көп жұмыс тауып беріп жатыр. Оны сіздің ағзаңызды бауырыңыз шығару үшін
күндіз түні тер төгеді шығарам деп. Егер ол кішкене жұмыс жасап тұрған бауыр болатын болса ептеуі мүмкін, ал егер ол бауырда яғни май басу болатын болса, мүлдем қимылсыз, өмір салтында қимыл аз адам болатын болса, ол кісі не істейді, бауыры одан да нашар жұмыс жасап отырып, бауырда цирроз немесе оған дейін бауырда май басу сынды клиникалық көріністер көріне бастайды. Егер май басуды уақытында алмайтын болса, циррозға ауысып кетеді. Қараңыз, бауыр бізде ең жуас органдардың бірі, ағза. Мылқау орган дейді былай айтқан кезде. Себебі бізде бауырымызда рецепторлар тек қана капсуласында орналасқан. Сол капсула ісін қабырғамызда, оң жақ қабырғамыздың астына тиген кезде ғана біз ойбай деп неғып қаламыз, кішкене әбіржіп қаламыз. Басқа кезде біз білмейміз, ол ісінбегенге дейін. Сол себепті бауырды жылына кемінде бір рет УЗИге түсіріп отыру керекпіз. Өтіміз, ұйқы безімізді, сонда ғана біз аурудың алдын алып отырамыз. Май басып жатыр ма? Жүгіріңіздер дәрігерге, қимылдау керек, дұрыс тамақтану керек. Онсыз ертең циррозға алып келем. Қазір цирроз екінің бірі. Кеше ғана білдім, одан алдым бауырым сап-сау сияқты еді деп адамдар жылап жүр, қанша адам. Сонда бауырды жылына бір рет УЗИға түсіру дұрыс. Және де өтке келетін болсақ, енді өт пен бауыр енді бір жерде орналасқан болғандықтан олардың қызметі бірін-бірімен тікелей байланысты. Негізінен өттің жұмысы тікелей бауырға байланысты. Және де өт бауырдан тамады, жақсы сапада тамып келеді, жас өттер келеді, өтімізге, өт қапшығы бізде не сияқты, қойма сияқты рөлін атқарады. Жас өттер келеді бауырдан, өт қапшығынан келіп құйылады, ол жерде ол тренировка жасайды, жетіледі. Қажетті қышқылдыққа жеткеннен кейін не істеу керек? Ол тамақ жеген кезімізде сыртқа 12-шке қарай құйылу керек. Егер бізде стресс болатын болса, өтіміз қисық болатын болса, және де бұл жерде қараңыз, біз дұрыс тамақтанбайтын болсақ, мұздай суды қылқытып іше салатын болсақ, өтіміздің функциясы уже бұзыла бастайды. Егер өттің функциясы бұзылды ма, ары қарай біздің ішегіміздің функциясы бұзылып бастайды. Запорға алып келіп, ішектің моторикасы бұзыла бастайды. Мысалы үшін біздің қарнымыз ашқан кезде 4-5 сағат тамақ жемей қоямыз ғой. Сол кезде ішегіміздің құрылдағанын естиміз, Бұл біздің ішегіміздің перистальтикасы болып табылады. Бұл генеральный уборка болып саналады біздің ішегімізге. Егер бұл бұзылатын болса, қараңыз, запорға алып келу ықтималдығы өте жоғары. Сол үшін өттің жұмысы өте маңызды. Және өттің жұмысы паразитоз кезінде де өте маңызды. Себебі өт біздің ішегіміздегі ең мықты антисептик. Ішегімізге қажет мөлшерде барып тамады да, аспен бірге қажет емес микробтарды, флоралардың барлығын не істеу керек? Жойып жіберу керек нормада. Ал өкінішке орай бізде қазір не істейді? Өтіміздің қышқылдығы өте төмен. Сөйтіп отырып не істейді? Паразиттер өте жоғарылап кетіп жатыр. Және де өтіміз бізде дұрыс тамақтамағандықтан өтіміз дер кезінде қажет мөлшерде сыртқа 12-шке шығарылып отырмағандықтан біздің өтіміз жаймен қоюлана бастайды. Қаймақ тәрізді сөйтіп хлопияға айналады. Хлопиядан жаймен құмға айналады, құмнан тасқа айналып, сөйтіп отырып ауыр жағдайларға дейін алып келіп жатыр. Мен кеше ғана 2 ай алдын УЗИге түскен едім, уже қараңыз, бүгін түскен тағын өтімде тас пайда болыпты деген. Менде енді өтті ертетін эксперт, өттегі тасты ертетін эксперт болып табылғандықтан, Аллахқа шүкір, көптеген менде кейстар бар. Көптеген адамдар айтады, менде өтімде тас бар, бірақ мені мазаламайды. 20 жылдан бері, 25 жылдан бері өтімде таспен жүрмін, бірақ мені мазаламайды. Не істейін, алдыртпай ма, алдыртпай маған алдыр деп жатыр деген сияқты сондай запростармен де келеді. Қараңыз, өте көп адамдарда өтінде тас бар адамдар. 5 жасар балада да өтінде таспен келген. 5 жас бала қараңыз. Енді өте кәдімгідей бұл дабыл қағатын жағдайлардың бірі. Үлкен кісілер емес, жас балалар. Қалай сонда ол балаға қайдан келген ол? Бұл жерде бірінші кезекте анасының құрсағынан жатқан кезде анасы немен тамақтанды? Баланың өті қалай жұмыс жасап тұр? Одан кейін туылған кейін мамасы тағы немен тамақтанды? Баланың анасы. Бала одан кейін тамаққа ілінгеннен кейін, жалпы столға қосылып бірге тамақтанғаннан кейін қандай тамақ жеді? Олардың барлық кәдімгідей тікелей әсер етеді. Қараңыз, мамасының ағзасы, қандай, тура сондай бала туылады. Бірге бір. Егер бауыр ауырады, өті ауыратын ана болатын болса, соған бейімделіп баланың ағзасы туылады.
қараңыз. Оған қосымша біз баланы дұрыс тамақтандырмаймыз, иә, азаннан кешін тәтті береміз, немесе кішкене сухой паек сухой бір астарды береміз, салат бермейміз, дұрыс май бермейміз. Сөйтіп отырып баланы не істейміз, біз өтін толтырып аламыз, өкінішке орай. Сөйтіп тас пайда бола бастайды, қараңыз. Тас пайда болатын болса, өті толатын болса, баланың міндетті түрде неврологиялық жүйесіне де әсер ете бастайды, қараңыз. Ішегіне де әсер ете бастайды. Ішекті қараңыз, өт дұрыс жұмыс жасамайды ма, баланың ішекпен бізде ми прямой бір-бірімен байланысты. Сол себепті баланың неврологиялық жүйесі міндетті түрде зардап шеге бастайды, автоматты түрде. Сол үшін бұл жерде мен аналарға айтқым келетіні, үйінде кішкентай бөпелері бар, немесе енді ғана аяғы ауыр болып қуанып отырған отбасылар болатын болса, сіздерге менің кеңесім, қазірден бастап тамақтануларыңызға көңіл аударыңыздар. Ертең ол баланың болашағына тікелей әсер етеді, баланың денсаулығына тікелей әсер етеді. Егер сіз қазірден әрекет жасайтын болсаңыз, ертең баланың болашағы үшін өте үлкен сіз инвестиция жасаған боласыз. Бұл сіздің уақытпен, біліміңізбен және де әрекетіңізбен. Қазір қиын болуы мүмкін, бірақ есесіне баласынан нәтижені көре бастайды, денсаулығынан. Ол бала өте ақылды болады, ерекше болады, мүлдем басқаша болып өседі ол бала. Ерте сөйлейді, ерте дамиды бала, былай айтқан кезде. Ата-ананы қинамайды да. Және де тасқа кеп тоқталатын болсақ, тас бұл бірдегенде білдіруді мүмкін, өзін таныту мүмкін, немесе танытпау мүмкін. Көбіне приступ беретін адамдар бар, ол приступ беретін, өт тұсында, тасында, өті қабынып кеткен адамдарда жиі жағдайда приступ береді. Ал өт қабында қабыну процесі болмаған, қабыну процесі жоқ адамдарда жиі жағдайда олар білмейді де. УЗИге профилактика ретінде бір түсе салған едім, қарасам өтімде тас бар дейді. Енді қараңыз, менде жақында бір мықты нәтижелер болды, солармен бөлісіп өтейін. Менде негізі тәнге дауа курсым барды. Бұл жерде өтті тазалау бойынша, өттегі тасты ерту бойынша әртүрлі топтар бар. Өттегі тас тобындағы менде бір келіншек қатысты. Өзі емізулі бір айлық бөпесі бар. Негізі ондай келіншектерді мен алмайтын, Аллахтың қалауымен түсіп қапты, келіп қапты да. Сөйтіп отырып, ол кісіде өтінде 11 штук тасы бар. Осында сіздерге дәлел ретінде несін көрсетіп кетейік. УЗИін сөйтіп отырып, дұрыс тамақтандық, курста менюді, протоколды қолданды, және де өзінің арнайы авторлық дәрілік шөбім бар. Соны ішіп отырды. Енді емізулі болғаннан кейін оның көптеген препараттар тура келмейді, ол кісінің ағзасына зиянсыз, бөпесіне зиянсыз деген препараттарды ғана бердім, және өзім дәрілік шөбімді ғана ішті. Сөйтіп ол кісіден давай кел екеуміз нені анықтайық дедік. Тастың холестеринді немесе билирубинді екен. Тастың өзі екі түрі бар ғой. Билирубинді ол еру өте қиын, немесе мүлдем ерімейтін тас, ал холестеринді ол майдан тұрады. Өте тез еріп кетуі мүмкін, негізі тез еруге өте бейім болып келеді, ол жеңіл түрі. Қарасақ, ол кісіні жібердім, сөйтіп КТ түсіп келем деп. Курсымыз аяқталды, бірақ бір ай болған жоқ препараттарды ішкеніне ол кісінің. Курс аяқталған кейін 2-3 күннен кейін ол кісі маған КТ-ны жіберіп тұрды. КТ-ны қарасам, тап-таза. Ешқандай тас жоқ. Сразу өтті іздеймін ғой. Өттің жазылған описаниясына қарайыншы. Тап-таза. Сенген жоқпын. Пациентім өзі сенген жоқ. Сөйтіп отырып, мен қайтадан не істедім? УЗИге. Ханым, барыңыз да УЗИге түсіңізші. Көзіміз жеткізейік дедім. Ертесінен барды да УЗИге қайтадан түсті. Қарасақ, УЗИде, УЗИ область брюшной полости. Өті, бауыры, ұйқы безі өте керемет жағдайда. Ешқандай патология жоқ, қараңыз. 11 штук тасынан бір ізі де жоқ. Керек болса, өтінде застойда қалмаған. Қараңыз. Бұл өте керемет нәтижелердің бірі. Бір айға жетпестен осындай керемет нәтижелер. Бұл енді жақында болған ең балғын кейстердің бірі. Тағын осыдан 3 апта алдым. Пациентім жіберді. Ол кісі курсқа келердің алдын біз көргенбіз, тасты анықтап КТ-ға түсіріп, ол жерде КТ-ді тығыздығы тастың өте жоғары деңгейде, ол билирубинді тас екенін негізі көрсеткіш болып табылады. Онда да тәуекел етіп емделуге келді ол кісі. Емделу келгеннен кейін менің авторлық дәрілік шөбімді, одан басқа да протокол бойынша дәрілік нелерді, препараттарды ішті. Сөйтіп отырып 2 ай бойы ол кісі емделді.
қарасақ, негізі КТ-да айтып өтейінші, бұл жерде 84 миллиметр үлкен акустический тенмен сладж болған кәдімгідей. Отдельно тасын не қылған жоқ, бірақ УЗИ бойынша курсқа келгенге дейін досы 3 сантиметрде 13 миллиметр қазір осында көрсеңіздер болады. Бұл жерде қараңыз, 2 айдан кейін маған УЗИін жіберіп отыр. Одан кейін КТ-ларында до УЗИ-ларын барын жіберді, салыстырмалы түрде көрсету үшін маған қараймын. Сөйтсем, мына жерде УЗИ-інде 3 сантиметрде 13 миллиметр тасы 13 миллиметрге кішірейген. Бұл билирубинді тас. Билирубинді тасқа бұл 2 ай деген кезде өте керемет нәтиже. Және де ар жақта үлкен көлемдегі сладж, акустический тен көлеңке беріп тұрған сладж, бұл 4-5 миллиметрден 4-5 не қалған ғой. Өте кішкентай көлемдегі миллиметр тастар қалған. Бұл деген сөз, ол кісіді алып қаласа, өте жақын арада өтіндегі тасы толық ерейді деген сөз. Егер осы қысқа мерзімде сонда үлкен 84 миллиметр үлкен көлеңке беріп тұрған тастың өзі еріп тұрған кезде, ойлай беріңіз, өтті толығымен алып тұр, өттің өзі максималь 10 сантиметрге дейін барады. Адам ірі болатын болса. Ойлай беріңіз. Бұл деген керемет көрсеткіш қой, сіздің авторлық методикаңызбен емделген кейстер, өте керемет. Және аз уақытта болай емделу басқа ағзаларға өзінің зиянын тигізбейді ме? Енді қараңыз, Гүлнұр ханым, бұл жерде менде арнайы менюмен тамақтанады, одан кейін протоколмен жүреді. Мейлінше бұл жерде зиян тигізбеуге әрекет жасаймыз. Егер бірге бір орындайтын болса, минимально не істейміз? Минимальный түрде кететін болса да. Бірақ барынша біз пайда тигізуге әрекет жасаймыз. Менде 2 жылдан астам уже курс жүріп жатыр. Егер шынында да адамдардың денсаулығына қыруар зиян тиіп, егер бір жағымсыз бір курс болатын болса, осы уақытқа дейін келмес еді. Осындай нәтижелер бермес еді деп ойлаймын мен. Кез келген мынандайда қараңыз, медицина болғаннан кейін кез келген препараттың пайдалы жағы бар, зиянды жағы бар, қараңыз. Ойбай, менің курсым тек қана пайда алып келеді, зияны жағы жоқ деп мен яғмаймын. Мен дәрігермін. Тисе де минималды жағынан зиян тиюі мүмкін, бірақ пайдасы өте жоғары. Қаласа. Ал үй жағдайында біздің оқырмандарымызға осы өтпен бауырға көмектесу үшін қандай кеңес бере аласыз? Үй жағдайында негізі өтпен бауырға көмектесу мақсатында бұл жерде жай ғана асты дұрыс шайнап жеу. Мынандай суды ысқылтымдау, жылы күйінде ішу, аспен бірге араластырмау. Осының өзі адамның денсаулығын реттеуге, бауырының, өтінің жұмысын реттеуге өте жақсы көмектеседі. Сонда суық су ішу зиян деп тұрсыз ғой? Иә. Неліктен? Себебі біздің ішкі органдарымызда, жалпы асқазанымызда сыртқа қарағанда температура жоғары келеді. Біздің клеткаларымыз 60 градус жоғары температурада. Қараңыз, 60 градуста кәдімгідей ыстық қой, тыға алмайсың ғой 60 градуста суға. Сол сияқты бұл жерде менің кеңесім жылы су ішу керек. Сонда суық су ішу зиян деп тұрсыз ғой? Иә, бұл жерде Гүлнұр ханым, суық су ішу адамның кез келген адам ағзасына зиян тигізеді. Себебі біз жылы қанды болғанымыздан, біріншіден міндетті түрде барлық адам жылы су ішу керек. Себебі біздің клеткаларымызда 60 градус болады температура, ойлай беріңіз. Бұл не деген сөз? Біз жылы су ішу керекпіз. Иә, жаз кезінде мұздай су ішіп рахаттанатын шығармыз, бірақ олардың барлығы біздің ағзамызға керісінше не істейді? Біздің функциямызды кәдімгідей не береді? Тоқтатуына күшті себеп болады. Ол бір дегенде болмайды, жаймен әсер етеді. Сонда суық соқтар, суық сулар ішу мейлінше дұрыс емес, мейлінше азайту керек, мүмкіндігінше. Жалпы кішкентай баланың дұрыс тамақтану рационы қалай болу керек? Кішкентай бала, мысалы үшін қараңыз, негізі балаға тамақтануды үйрету керекпіз. Ол үшін өзімізден бастау керекпіз тәртіпті. Дастархан басында телефон көрместен, баламен бірге отырып, бала до конца соңына дейін асын жеп болған баланың қасында отыру керекпіз. Сонда бала үйрене бастайды. Дұрыс тамақтану маңыздылығын, тамақ жеп болмастан дастарханнан тұрмау керектігін, тамағын жеп болғаннан кейін барып дастарханнан тұру керектігін, тұрып жемеу керектігін біз өзімізден бастау керекпіз. Баланы үйрету керек емес, жай ғана өзіңді реттесең, өзіңнің әрекеттерін реттесең, бала өзі автоматом қарайды да, саған отражение, олай айтқан кезде бала. Сен не істейсің, соның барлығын бала істейді. Өзің айылыңа тарелкаңды қой, балаң алдына тура сондай тарелканы қой, ке балам, че, мынаны көр.
мынау мынандай. Бала жемей жатса, астың дәмдісін, ай мынаның қандай керемет, мынау қандай керемет шайналады екен, қандай дәмді екен, мынаны жеп көрші деп бала дейді да, сонымен уже желе қолын соза бастайды. Бірінші алады да тістетіп лақтырып жібереді. Екіншісіне тағын алады да ойнап әйтеуір аузына салады, сөйтіп бала үйренеді. Ал менің ас табағымда қандай тамақтар болғаны жөн? Негізі тарелкаңызда сіздің көбірек көкөністер болу керек, салаттар. Қанша пайыз? Примерно сол 40-50% примерно. Одан аз болмау керек. Одан кейін сол жерде 30-20% белок болу керек. Одан кейін мына жақта фермент болу керек. Тағын мына жерде нелеріңіз болу керек. Сіздің жалпы көмір суларыңыз, күріш, гречка деген сияқты сондай заттар болу керек. Фасоль, кім не қалайды, сондай әртүрлі, әркімге. Бірақ бізде ең үлкен порция алатын салаттар. Салаттар көп болу керек, көкөністер. Жеміс жидек емес. Жеміс жидекті қараңыз, бұл көп адамдардың болі, кәдімгідей, Жеміс жидектер сіздер астан алдын жейсіздер, немесе астан кейін жейсіздер. Себебі аспен бірге араластыратын болсаңыздар, ашу процесі болады. Фруктоза көп болғандықтан, фруктоза аспен бірге араласатын болса, асыңызды ашты жібереді, асқазаныңызда. Астан алдын қанша минут бұрын, немесе кейін қанша минут? Жарты сағат алдын, жарты сағат кейін. 40 минут идеальный вариант. Идеальный уақытта 1 сағат. Сондай. Ал оның белгілі бір мөлшері бар ма жеміс жидекте? Қараңызда, Гүлнұр ханым, тәтті, қант, конфет жегеннен гөрі бала қанша жесе де фрукты жеген жақсы. Менің өзім жеке ойым. Ол балаға зиян тигізе қоймайды. Қант сияқты точно зиян тигізбейді. Фрукты жесін, кептірілген жемістер жесін да, фрукты жей берсін. Көбіне қышқылды нелерін үйретсеңіз тіптен жақсы. Алманың қышқыл түріне, анарға деген сияқты, кивиге, бірақ кивиді көп жеуге болмайды. Негізі күнделікті жейтін бізде алма ғой, балалардың ең жақсы көретін банан сынды. Бананның жасыл түрін жеуге болады, өте жақсы. Тағам дайындаған кезде бір апталық менюда бір тамақ қанша рет қайталанса рұқсат? Мысалы, 2 рет, 3 рет можно. Көбісі қайта-қайта кеспе жеп солай нан тағамдарын көп пайдаланады ғой. Негізі қараңызда, Гүлнұр ханым, бір өзіңнің бір отбасыңа сүйікті 5-6 тағам болса болды. Пайдалы деген, көбіне сүйік тағамдар болатын болса, соны айналып келе береді. Аптасына 2 рет жасағанның өзі соның жетіп артады. 2 рет. Енді барлық отбасының жағдайы бірдей емес қой. Соған байланысты енді бұл жерде 2 рет, максимально 3 ретке дейін қайталауға болады. Бір аптада қанша рет сұйық тамақ және қанша қою тамақ ішкен? Енді Гүлнұр ханым, бұл жерде қараңыз, бізде көбіне кешке қарай ас жеу бізде қанымызға сіңіп қалған ғой. Кешке қарай жейтін болғанда көбіне кешке қарай сұйық асты мен кеңес бередім. Көжелер, суптар деген сияқты сондай. Жалпы шекке сұйық тағамдар жеңіл, өте жақсы. 55 жастан асқан кісілердің тамақтану ерекшеліктері бар ма? Ол кісілер көбіне не керек? Ауыздарына скотч қою керек. Азырақ тамақтану керек. Оларға көп қимыл керек. Бізде керісінше ғой, көп тамақтанады да, көп отырады. Бізде керісінше болу керек бұның барлығы. Скотч күніне 1 рет, 2 рет тамақтанса, соның өзі жетеді, көбірек қимылдау керек. Азаннан кешкен тірлік істеу емес, бұл жерде жай ғана жүру кәдімгі ходбамыз бізге өте жақсы көмектеседі. Ең керемет спорттың түрі. Қазіргі танымал диеталар, кето дейді, интервалды ашығу дейді, соларға қалай қарайсыз? Кето диета бұл үнемі ұстауға мен кеңес бермеймін. Кето диета адамның ағзасындағы сүйектегі минералдардың бәрін сыртқа айдап жібереді. Сол себепті белгілі бір уақытқа, 1 айға, 2 айға маман қай уақытқа дейін сізге кеңес береді, ұстауды сол уақытта ғана ұстап, қалған уақытта кәдімгі күйдегі тамақтануға кеңес беремін. Ал интервалды ашығуға мен өзім негіз өте жақсы не қыламын, интервалды ашығуды, бірақ бұл жерде несі бар? Ұстай алатын адамдар бар, интервалды ашығуды ұстай алмайтын адамдар бар. Бүйрексіз бездің шаршағыштық синдромы бар адамдарда, ондай адамдарға егер 3-4 сатысы болатын болса, ондай адамдарға мен кеңес бермеймін. Және де операциядан енді шыққан, одан кейін созылмалы бір үлкен бір қауіпті дерттері бар адамдарға да мен кеңес бермеймін ашығуға. Негізі қат интервалды ашығу жасағаннан көрі мынандай жасаса болады. Негізі мен кеңесім 16-да 8 деген нені қараңызда, таңертең сағат 9-да 10-да тамақтанып,
одан кейін кешке қарай сол 3-4 тамақтанып отырып, одан кейін уже тамақтанбайды. Қараңыз, мынаған дейін қанша сағат бар. Сол мына жақта 8 сағаттың ішінде тамақтанады да 16 сағат ашығады. Одан кейін біз мұсылман халқы болған екен, бізде оразамыз бар, иә, ол да бізде интервалды ашуға жатады негізінен. Бір ай бізде 11 ай бойы аузымыз тынбастан не істейміз, біз тамақ жақсы көреміз ғой, қазақ халқыша өте жақсы көреміз. Әсіресе етті тағамдарды көп жақсы көреміз, иә, жақсы жейміз. Етті жеу өте жақсы, егер ол сапалы ет болатын болса, бірақ азырақ жеу керекпіз да. Себебі көп ет жеу тоже біздің ағзамызда көптеген токсиндердің бөлінуіне алып келеді. Дұрыс шығарылмаса, ертең ракты ауруларға өте тез әкеп қоюы мүмкін. Ал оразаға қайтадан оралатын болсақ, қараңыз, оразаға да және де ұстай алатын адамдар бар, ұстай алмайтын адамдар бар. Мен ұстай алатын адамдарға айтайын, енді қараңыз, бұл жерде ораза өте адам ағзасына пайдасы тигізетін өте зор пайдасы. Негізі адам ағзасында аутофагия деген процесс бар. Нобель сыйлығын алған жапон ғалымның. Қараңыз, енді аутофагия процесс екі процесте, екі жағдайда ғана активацияланады екен. Біреу ашығу, екіншісі ауыр физикалық нагрузка жасаған кезімізде. Біз енді әрқайсымыз ауыр физикалық нагрузка штанганы көтере алмаймыз ғой, иә? Ондай нәрсені жасай алмаймыз. Көбіміздің денеміз оған шыдап бере алмайды. Бізге ең тиімдісі ашу, ораза кезіндегі. Ашқан кезімізде бізде аутофагия процесі өте активті түрде жүре отырып, аутофагия процесі не ол? Біздің әлсіз клеткаларымыз біздің не істейді? Ағзамыздың өзінің табиғатынан берілген мықты функция. Әлсіз ауру клеткаларды, я қартайып кеткен, уақытысында жойылмаған клеткаларды не істейді? Клеткалар жейді бастайды. Бірін-бірін жей бастайды. Сөйтіп отырып, жаңа клетка туындайды, жаңа энергия бөліне бастайды. Ал одан жаңа клетка туындайды. Сөйтіп отырып, біздің ағзамызды жасару процесі келе бастайды. Қарасаңыз, егер бізде бір дерт болып жатқан болатын болса, ашығатын болсақ, не істейді? Міндетті түрде ашығатын болсақ, көп өтпей өзімізге келіп қалады екенбіз. Өте жақсы. Ораза кезінде біздің жүрек қан тамыр жүйемізге асқазанымыз демалады, ішектеріміз тез қалыптасуына, жүйке жүйеміздің ораза кезінде, әсіресе ашқан кезде біздің нейрондарымыз өте, біз негізі нейронымыз өте жалқау. Ар жағындағы аксондар, астроциттер не істейді? Оларға не істейді? Тамақ әкеліп береді. Әкелді, же. Алаттан нейрон тамақты жеп, дайын нені алып, жеп жата береді бүйтіп. Ал ораза кезінде олар не істейді? Уже өсе бастайды екен, қимылда бүйтіп отырып. Қараңыз. Ораза кезінде, ашқан кезде болатын процесс. Несі қайта қалпына келу процесі мидың клеткалары. Өте қиындықпен келеді, орнына келу. Жүректің клеткалары. Ғалымдардың зерттеу бойынша ораза кезінде жүрек клеткаларының өздері қалпына келеді екен, қараңыз. Өте үлкен сахарный диабеті бар адамдарға өте жақсы көмектеседі. Я, егер денсаулығы басқа да органдарында созылмалы ауыр диагноздар болмайтын болса, мен көп адамдарға кеңес бередім осы оразаны ұстауға. Егер ол шынында да біздің ағзамызға зиян тиетін болса, оны бізге парыз етпейтін еді. Парызын біреуін жасамайтын еді, айтқан кезде. Қант диабеті барларға ашуға кеңес беремін дейсіз, бірақ ол кісілерде жаңағы ашыққан кезде қанттары түсіп кететін сондай мәселелер. Бұл жерде Гүлнұр ханым, егер грамотный дәрігерге баратын болса, өте жақсы нәтиже алады негізінен. Өте жақсы нәтиже алады. Енді бұл жерде көбірек 3 рет тамақтану керек, жиі тамақтансаған ашуға болмайды деген сияқты. Негізінен қараңыз, сахарный диабет кезінде немесе жалпы инсулиннің өзі бізде қараңыз, әр тамақтаған кезде инсулин скачок болады. Әр тамақтаған кезде бізде көтеріледі, жоғары деңгейге түседі. Бұның барлығы адам ағзасына не істейді? Стресс, удар, кажды көтерілгені. Ал біз ораза кезінде 2 рет тамақтанамыз, иә? Ол кезде неше рет 2 рет көтеріледі. Бұл не алып келеді оған? Өте пайда алып келуі мүмкін. Енді бұл жерде қандай несі? Пациенттің жағдайы қандай, соған байланысты. Дәрігері рұқсат ете ма, етпейді ма? Денсаулық көрсеткішіне байланысты. Негізі мен өзімнің әріптесім бар. Ол кісі сол 2019-2020 жылдары сахарный диабет болып ауырып қалды. Өте қатты өзін тастап қойды. Сөйтіп өз дәрігер болған кейін өзімен өзі жұмыс жасай бастады. Сөйтті де ол не істеді? Күніне 2 рет тамақтанады. Көп жүрді, күніне 10 мың шақ. Сөйтіп отырып, ол 2 ай деген кезде өзіне керемет жан болып қайтадан оралды жұмысқа.
өте керемет кәдімгідей. Егер ол кісінің постоянно не жасап отыр, глюкометрі бар, тексеріп отырады. Егер ол не қылатын болса, ол кісінің жағдайы ухудшение беретін еді, нашарлайтын еді. Бірақ бұл жерде пациенттің жағдайына байланысты. Мен өзім курсыма келген, өзімнің жеке практикама кәдімгі бақылаған пациенттерімде ондай қатты ухудшение берген жоқ. Аллахқа шүкір, керісінше өте жақсы нәтижелер алып жатыр. Сондай ненің көп тамақтанбағандығынан, яғни тамақтануын реттегеннен өте жақсы нәтиже алып жатыр ол кісілер. Жаңа айтып жатсыз, қант диабетімен ауыратын кісілер өзінің дәрігерімен кеңесіп барып жұмыс жасаса, бұл ашығу жақсы әсер береді. Дәрігері дегеніңіз терапевт па, әлде эндокринолог па? Бұл жерде эндокринолог да, терапевт да өте маңызды. Келесі сұрақ, вегетариандық және вегандық тамақтану адамның денсаулығына қандай әсер береді? Мен қолдамаймын. Ол нәрсені қолдамаймын, себебі адам өзі жаратылысынан ет жеп не болғандықтан, себебі біздің әрбір клеткамыз белоктан тұратын болғандықтан, өзіндік биологы жануарлардан алынатын белокты қамтамасыз ете алмайды. Ете алмайды. Сол себепті ол 10 жыл шыдауы мүмкін, 15 жыл шыдауы мүмкін, түбінде шығады деп ойлаймын. Себебі мен оны елестете алмаймын, дәрігер ретінде етсіз, етті өте аз мөлшерде жеу керек, өте аз мөлшерде, бірақ көп емес. Келесі сұрақ. Алып тастауға да болмайды оны. Жақсы, рахмет. Келесі сұрақ. Адамдардың тамаққа эмоциялық реакция танытуы, соған қалай қарайсыз? Мысалы, қазір соңғы уақытта тренд болып кетті, шоколадты жеу, мынандай жүзім жеу, ал алып қарасақ, оның ішінде қаншама улы заттар бар, ағзаны улап жатқан. Осы тамаққа эмоциялық реакцияларына қандай кеңес бересіз, ақыл айтасыз, ойыңыз? Енді Гүлнұр ханым, қараңыз, қазір бізде негіз ашығудың екі түрі бар. Біреу психологиялық ашығу, екіншісі не бар? Шынайы ашығу. Психологиялық ашығуды біз көбіне мына жерден сезінеміз, одан кейін санамыздан сезінеміз, иә. Тренд қазір кәдімгідей әртүрлі жүзім, өзіңіз бар шоколадтар, қарап анан жегің келеді. Уже маркетинг бұның барлығы, маркетинг құрбаны болуымыз бұның барлығы, иә. Қазір маркетинг өше күшті жұмыс жасап жатыр. Әр қарасаң, Инстаграм немесе басқа да әлеуметтік желіні ашып қарасаң, барлық жерде шоколад, барлық жерде бір қазір трендте болып жатқан өнімдер, иә. Енді бұл жерде психологиялық ашығу кезінде қатты көңіл аудару керек. Мен қалай сезініп жатырмын. Ана асты не істейміз? Бір пайдалы екенін сезінбейміз да, жей береміз, әйтеуір жей береміз. Бірақ тамақтан өтсе болды. Біз сонымен не істейміз? Басамыз бәрін. Жалпы шоколад жегенде де дәл сондай. Жейміз, бір эмоциямыз басамыз да, ағзаға түсті, ана мида дофамин бөлінді, сигнал барды, эйфория болды, я бақыт гормон бөлінді, сонымен бүйтіп отырамыз. Бірақ оның ар жағында 2-3 сағаттан кейін біздің ағзамыз минусқа жұмыс жасай бастайды. Себебі ана қант не істеу керек, шығару керекпіз. Қант түскеннен кейін ағзамыз не істей бастайды, біздің уже эритроциттеріміз бірін-біріне жабыса бастайды, басқа клеткаларды жабыса бастайды, уже кислородный голодание бола бастайды. Ойлай берсін, ары қарай қандай процесстер кете беретін, инсулин өте жоғарылап кетеді. Иә, бұл жақсылыққа алып келмейді. Келесі сұрағым, кейбір кісілердің бизнестеріне кері әсерін беруі мүмкін, бірақ халықтың денсаулығы үшін сұрағым келіп тұр. Мысалы, мына құлпынай, шоколадқа батырылған құлпынай деп жатады. Ол жерде жаңа клубниканы негізі жуудың өзінің тәсілі бар ғой. Дайындайтын кісілер дәл солай тәсілмен жуады ма? Егер жумай жасайтын болса шоколадқа батырып, оның ішінде қандай зияндар кетті, соны айтып өтіңізші. Енді қараңызда, бұл жерде енді жасайтын адамдардың несіне байланысты, қалай жасайтындығына, адамгершілігіне, өзінің жұмысына жауапкершілігіне байланысты. Барлығына бір топырақ шашпаймыз ғой, енді бұл жалпылама айтып өтеміз. Негізі құлпынайды ыстыққа обработка жасалмайтын болғандықтан, тек қана мұздайды сақтайтын болғандықтан, егер тазалап жумайтын болса, ал егер ол жерде мысық, ит аралап кеткен болатын болса, сол егістіктің басына тұрған кезінде, иә, кез келген нәрсе болуы мүмкін ғой. Егер паразиттің бір личинкасы, бір жұмыртқасы болатын болса, ол кезде ол таза жуылмаса, немесе жумаған болатын болса, жай ғана шоколадтың өзіне салып, әдемілеп морозилкаға салып қатырып, қайтадан әдемі упаковкамен қоятын болса, ол ертең барып оны адам жейтін болса, ертең ол дұрыс шайнамаса, асқазан тұзырқылдығы төмен болатын болса, ертең ол бір паразит немесе басқа да дерттерді жұқтырып алу қаупі бар. Жақсы, рахмет. Келесі сұрағымыз, салауатты өмір салтын сақтау үшін тамақтану режимі қандай болу керек? Гүлнұр ханым, салауатты өмір салтын сақтау үшін әр адамда әртүрлі.
Енді бұл жерде уақытына, қаражатына және де өзіне қалай көңіл аударуына байланысты. Бұл жерде ақшасы болмаса да, уақыты болмаса да, негізі салауатты өмір салтын ұстауға да болады. Барлығы ақшаға келіп тірелмейді негізінен. Бұл жерде сіздің ниетіңізге байланысты және де қалай ойлайсыз соған байланысты көп нәрсе. Енді қараңыз, жалпы өзіміздің барынша жас күйінде, сау күйінде ұстап қалуымыз үшін бірінші кезекте жаңағы эфирдің басында айтқанымдай, сұхбатымыздың жай ғана ұйқыны реттеу керек. Ұйқыны реттеу үшін алдымен ұйқының біздің ағзамызға тигізетін пайдасын білу керекпіз. Ұйқы не үшін бізге маңызды? Ұйқыны жақсы көрмейтін адам жоқ. Біреу түнгі 12-де жатады, 1-де жатады, 2 жатады. Главный 8 сағат ұйықтасам болды дейді. Ол 8 сағат қай кезде ұйықтау керек, соны білу керекпіз. Сонда ғана біз жақсы нәтижесін аламыз. Біз саналы түрде ұғатын болсақ, оны қабылдайтын болсақ, бізге орындау өте оңай болады. Сонда ғана біз не істейміз, уже салауатты өмірге ұмтыла бастаймыз. Біз кішкене ләззатын сезіндік па салауатты өмірдің, ары қарай алып кетеміз. Одан кейін тамақтану. Тамақтануда да бізде білім болу керек. Әдемілеп, сервировка міндетті түрде керемет болу керек, дастарханыңыз әдем болу керек. Ана қонақ қалып қойған ыдыстарыңызды қойып, өзіңіз отбасыңызбен тамақтану керексіз, әдемі дастархандарыңыз. Сонда біздің ас қорыту процесімізге прямо әсер етеді, өте оңды түрде әсер етеді. Әрбір асты жеген кезде қасықты алып қойып, қолыңызды бос қойып отырып, сөйтіп барып жейтін болсақ, сонда көп тамақ жеп қоймаймыз, әрі асты ұзақ шайнауға жақсы біз не істейміз, әрекет жасайтын боламыз. Су мәселесі. Айтқанымдай, суды да не істеу керекпіз, аспен бірге араластырмай, жылы күйінде ішіп отыру керекпіз міндетті түрде. Жаттығу болмайтын болса да, міндетті түрде кішкене жүру керекпіз. Кемі 3000 қадам, 3000-5000 қадам. Сонда жүрек қан тамыр жүйесіне де үлкен ауыртпалық түспейді. Сонда жүрек қан тамыр жүйеміздің кішкене болсын жақсы жұмыс жасауына септігін тигіземіз. Негізгі басты қағидалар осы ғой. Дұрыс тамақтану, ұйқы, стресстен аулақ болу, үнемі позитивте жүру. Қазір бізде мынандай ғой, әлеуметтік жүйе дамығаннан кейін халықтың арасында негатив жазу көбейіп кеткен да. Негатив жазудың барлығы біздің ағзамызға біреуге зиян тигізбейді, ол өзімізге зиян тигізеді. Өзіміз зиян тигіземіз. Біз қанша позитивте, жақсы көңіл күйде, біреуге жақсы көңіл күй сыйлайтын болсақ, біреуге мысал үшін, ой, қандай әдем болып кетіпсің, қандай керемет сөйледің, немесе қандай асты әдемі дайындадың, үйде келіншегіміз болатын болса, бір кішкене комплимент айтатын болсақ, мінекей нұр үстіне нұр. Бұл жерде ары қарай не істейді? Ол келіншегің несі көңіл күйі көтеріледі, саған асты одан да керемет дайындайды. Ары қарай не дейді, побочкасы жақ қарай кетеді ғой, несі не болса да. Бұл жерде мен айтқым келгені, үнемі жақсы сөз сөйлейік. Жақсы сөз сөйлемесек үндемейік. Бұрында бекерден бекер айтпаған ғой, себебі оның барлығы біздің өзіміздің тәнімізге зиян тиедігені, басқа ешкім зиян көрмейді. Себебі керек болса түстің өзі біздің бауырымызда синтезделеді, фильтрленеді. Егер зиянды, жалпы қорқынышты бір түс көрген болсаң, онда сен бауырыңа, ағзаңа ол токсин болып әсер етеді. Ал егер қуанышты, позитивті, өзің ұнайтын түс көрген болсаң, уже саған ол дәрі сияқты әсер етеді екен да. Сол сияқты біздің комментарияларымызда жазып жатқан, біреуге айтқан комплимент, біреуге айтқан негативтеріміздің барлығы дәл осы сияқты әсер етеді екен. Қараңыз. Сол үшін үнемі жақсы көңіл күйде, жақсы сөз сөйлеп жүрсек, нұр үстіне нұр болар еді. Адамды жай ғана бір ауыз сөз ғана емдейді ғой. Менің өзімде ұстаздарым үйреткен, енді медицина қабырғасын аттап келген кезімде, негізі дәрігер адамды дәрімен емес, пациент есіктен кірген кезде бір ауыз сөзі, жылы сөз емдейді. Мен ол сөзге 100% қосыламын. Ол тек қана дәрігерлер арасында емес, дәрігер мен пациент арасында емес, ол бүкіл адамдардың арасында жақсылық, жылы сөз, махаббат, мейірімділік әлемді құтқарады, былай айтқан кезде. Бірінші өзіңді, одан кейін әлемді құтқарасың. Дұрыс, керемет.
Ұлжылғас ханым, өте керемет сұхбатымыз. Сізге алғыс білдіремін. Соңғы бір сұрағымды қояйыншы. Иә. Менің осындай бір үлкен арманым бар негізі. Бүкіл балабақшаны, жаңа мектептің ас мәзірін саналы түрде осындай сіз сияқты білікті нутрициологпен ақылдасып жасаса деген. Себебі баланың жаңа тамақтану әдеті кішкентай кезден қалыптасады деп жатсыз ғой. Иә. Өкінішке орай қазір біздің мемлекетімізде жаңа балабақша, мектеп болсын, көбінесе дайындап қоятын нан тағамдар, бәліштер, булочкалар, көбісі сондай, 80% сондай. Енді егер сізге сондай бір ұсыныс түсетін болса, бүкіл Қазақстанның мектептерін, балабақшаларына осындай бір керемет меню құрастырайық, баланың асқазанына, ағзасына дұрыс әсер ететін, ішегіне дұрыс әсерін беретін, ертең ол оның миының жұмыс істеуіне де әсерін беріп тұр ғой. Ертең ол бала өскен кезде біздің еліміздің дамуына үлесін қосатын мықты азамат болу үшін, болашағымыз ғой. Иә. Осындай кішкентай кезінен бастап осындай керемет бір меню құрастырайықшы деген, егер осы бағдарламамызды көріп отырған қандай да бір мемлекеттік қызметкер болсын, сізге сондай ұсыныс айтатын болса, соған қалай қарайсыз? Мен білегімді сыбана тұрып кірісетін едім. Себебі ол жерде тек қана бір адамның денсаулығына емес, ұрпағымыздың, еліміздің болашағына пайдаң тиер еді. Мен қуана келсем. Тіпті біз осылай бір үлкен ұсыныс күтпей-ақ, кішігірім балабақша, мектептердің директорлары сізге сондай ұсыныс айтатын болса, көмектесе аласыз ба? Иә, көмектесуге мен дайынмын. Ақылымды айтуға, мынаны былай жасауға, келіңіздер былай жасайық деген сияқты рекомендацияларын беруге мен негіз дайынмын. Себебі баламен қатар ол жердегі мұғалімдердің де тамақтануы кіріп кетеді ол жерге. Иә. Барлығының дұрыс тамақтану, ертең ағзалары дұрыс тамақтануға үйренсе, үйлеріне дұрыс тамақ жасайды, солай ұрпақтан ұрпаққа ол әдет жалғасып кетеді, иә. Иә, негізі қараңызда, Гүлнұр ханым, тәттінің зардабы бүгін көрінбейді, ертесіне көріне бастайды. Себебі түнде ұйқымыз нашар болады да, денеміз сынып, басымыз ауырып, көңіл күйіміз болмай тұрамыз да, ертесіне жұмыс сапамыз нашарлай бастайды. Қараңыздар, балабақша тәрбиесіне, тәрбиешілеріміз, қараңыз, ол басы сынып, ауырып, өзінің көңіл күйі керемет емес, әрең деген кезде жұмысқа келетін болса, ол балаларға жақсы жұмыс жасай алады деп ойлайсыз ба? Жақсы әрине қарай алмайды ол кісі. Сол себепті тәрбиешілердің де тамақтануы өте маңызды. Ол біріншіден өзінің денсаулығы үшін, екіншіден балаларымыздың қауіпсіздігі үшін бұл жерде. Психологиялық срывтар, мысалы үшін ұрып қою балабақшадағы, иә, бұлардың барлығы прямо не дейді, түбінде осындай нәрселер жатыр. Себебі біздің ағзамыз биологиялық жүйе болғандықтан бірін-бірімен байланысты. Өте байланысты, тығыз түрде. Дұрыс. Біздің оқырмандарымызға айтатын қандай да бір кеңесіңіз, ойыңыз, ұсынысыңыз болса, тыңдауға әзірміз. Бұл жерде оқырмандарыңызға, құрметті мен тыңдап отырған оқырмандар, сіздерге айтарым, әрқашан әрбір ауыздарыңызға түсіп жатқан асты ойланып салыңыздар. Себебі біздің ағзамызға түскен ас, ол бізге не істейді? Кәдімгідей бұйрық береді екен. Және де сіздерге менің кеңесім, сұранарым, кез келген дәріні жай ғана аптекадан барып сатып алмаңыздар. Дәрігердің нұсқауымен, қадағалауымен ішіңіздер. Себебі әрбір дәрі біздің ағзамызға түскен кезде ол сіздің ағзаңызға зиянын тигізіп қою ықтималдығы өте жоғары. Себебі қараңызда, сіз жай ғана мына дәрумен ішем ғой деп отырсаңыз, мысалы үшін омега-3, иә, нутриенті. Бұны сіздер, иә, пайдаласы өзі шаш етектен өте керемет нутриенттердің бірі. Өкінішке орай, егер сіздің ағзаларыңызда қабыну процесі, әсіресе ішектеріңізде қабыну процесі өте жоғары деңгейде жүріп жатқан болатын болса, сіз жай ғана енді түтейін деп жатқан, иә, оталайын деп жатқан оттың үстіне май қойғанмен тең екенсіздер. Сол себепті менің айтарым, бұл жерде әрбір дәріні ішерден алдын ойлансаңыздар екен. Сіздердің денсаулықтарыңыз өздеріңізге керек. Бұл өте маңызды. Ертең балаларыңыздың болашағын ойласаңыздар. Иә, балаларыңызға дені сау ана, дені сау әке сыйлағыларыңыз келетін болса, дәл қазірден бастап не жеп жатырмын, қандай дәрі ішіп жатырмын, неге ішіп жатырмын, ойланып барып ауыздарыңызға салыңыздар. Ал Гүлнұр ханым, сізге мен тілерім, сіздің жұмысыңызға үлкен сәттілік тілеймін. Шақырғаныңызға, оқырмандарыңызды ойлап, осындай керемет контент ұсынғаныңызға алғыс айтамын. Дами беріңіз, биіктерден көріне беріңіз. Құрметті Олжалғас Тұрғынбайқызы, уақытыңызды бөліп, осындай жылдар бойы жинаған біліміңізбен біздің халқымызбен бөлісуге келгеніңіз үшін алғысым шексіз. Сіздің бүгінгі бағдарламада айтқан кеңестеріңіз біздің оқырмандарымызға үлкен пайдасын тигізетіндігіне күмәнім жоқ. Отбасыңызға береке тілеймін, жұмысыңызға табыс тілеймін. Сіздің қандай мықты маман екеніңізді білемін.
Бұдан да көп халыққа пайдаңыз тиіп, пайдалы адам болыңыз. Екі дүниенің де бақытын тілеймін. Көп рахмет сізге. Рахмет, Гүлнұр ханым. Мхм. Мінекей достар, үлкен рахмет тыңдағандарыңызға, уақыттарыңызға берекет берсін. Рахмет.